Армысызда құрметті көрермендер. Әңгімемізді бастамас бұрын видеоны ұнатсаңыздар лайк басып, өз ойларыңызды пікірге жазып, арнамызға жазылып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Бүгін сіздерге 25 жыл бойы отбасына адал болған Ханшайымның тағдыры туралы әсерлі хикаяны ұсынамыз. Соңына дейін тыңдап, өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Ханшайым ол кезде 22 жаста еді. Ол ауылдағы көп қыздың бірі болғанымен, жұрттың назарын өзіне еріксіз алдыратын. Ұзын қара шашы беліне түсетін, қою қасы, мөлдіреген қара көзі, қыр мұрны мен жарасымды жүзі оны ерекше көріктететін. Бірақ Ханшайымның сұлулығынан да бұрын адамды баурайтын қасиеті, оның тәрбиесі еді. Үлкеннің алдын кесіп өтпейтін, кішіні жылатпайтын, ата-анасының сөзін екетпейтін, домбыра тартатын, ән айтатын. Мектепте өнер үйірмесіне қатысып, ауылдағы мерекелерде сахнаға шығатын. Оны көргендердің бәрі, мына қыздың бағы ашылсын деп батасын беретін. Бірақ ешкім оның тағдыры өз қолында болмайтынын білмеді. Ханшайымның өз жүрегінде де бір арман бар еді. Ол Дарханды жақсы көретін. Ал Дархан Ханшайымды жақсы көрмейтін. Тіпті оны дұрыстап танымайтын да. Бір-бірін сырттай ғана көрген. Ауылда той болса, Ханшайымның алыстан өтіп бара жатқанын бір-екі рет байқаған. Бірде оның сахнада ән айтып тұрғанын көрген. Сол ғана. Ал Дарханның жүрегінде басқа қыз бар еді. Оның аты Асыл. Асыл қалада өскен, университетте оқитын, заманауи киінетін, өзіне сенімді қыз еді. Дархан оны бірнеше жылдан бері жақсы көретін. Екеуінің болашақ туралы армандарда дайын болатын. Қалаға көшеді, жақсы жұмыс істейді, бөлек үй алады. Сосын үйленіп, балаларын өсіреді. Дархан Асылға үйленетініне кәмін сенетін, бірақ оның бұл жоспарын әкесі Қайрат бір ауыз сөзбен жоққа шығарды. Сен Ханшайымға үйленесің. Дархан алғашында әкесінің қалжыңдап тұрғанын ойлады. Қай Ханшайым? Ермек деген досымның қызы. Дархан күлді. Әке, сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Қайраттың жүзі өзгермеді. Жоқ, бірақ менің Асыл деген қызды жақсы көретінімді білесіз ғой. Білемін. Онда неге Қайрат ұлының сөзін бөліп жіберді? Себебі сенің үйленуің туралы шешім әлдеқашан қабылданған. Дархан орнынан атып тұрды. Қалай қабылданған? Қайрат ауыр күрсінді. Сен кішкентай кезінде Ермек екеуміз дос болдық. Бір күні дастархан басында отырып, балаларымыз ер жетсе, құда болайық деп уәделескенбіз. Сен дүниеге келгенде де сол сөзді бекіттік. Ермектің қызы Ханшайым. Әке, ол кезде мен бесікте жаттым. Білемін. Менің өмірімді мен білмей тұрып шешіп қойғансыздар. Қайрат үндемеді. Дарханның ашуы келді. Мен Ханшайымды сүймеймін. Сүю міндетті емес. Қалайша міндетті емес. Отбасы құрғаннан кейін махаббат пайда болады. Ал Асыл ше? Қайраттың қабағы түйілді. Асылды ұмыт. Ұмыта алмаймын. Ұмытасың. Жоқ. Бұл сөз үй ішін дүр сілкіндірді. Сол сәтте ас үйден үміт шықты. Не болып жатыр? Ұлыңа кімге үйленетінін түсіндіріп жатырмын деді. Үміт Дарханға қарады. Сен Асыл деген қызға үйлендің келіп жүр ме? Иә апа. Үміттің жүзі суып кетті. Мен ол қызды келін қылғым келмейді. Дархан анасына таңырқап қарады. Сіз оны көрдіңіз бе? Көрдім. Сонда неге ұнатпайсыз? Көңілім тартпайды. Дархан басын шайқады. Сіздер мені түсінбейсіздер. Біз сенің ата-анаңбыз. Сенен көпті көрдік, кейін түсінесің. Мен қазір түсінбеймін. Өйткені бұл менің өмірім. Үміт үндемей қалды. Бірақ Қайрат шешімін өзгерткен жоқ. Сол күннен кейін Дархан Асылмен бірнеше рет кездесіп, жағдайды түсіндіруге тырысты. Әкем қарсы. Асыл оған ұзақ қарап отырды. Қарсы болса да, сен мені таңдайсың ба? Дархан жауап бере алмай қалды. Асылдың көзіне жас толды. Сен үндемей қалсаң, демек жауабымды түсіндім. Асыл, жоқ, ештеңе айтпа. Ол орнынан тұрды. Мен сені сүйдім, Дархан. Бірақ мені өз еркімен таңдай алмаған адам үшін күрескім келмейді. Дархан оның қолынан ұстамақ болды. Асыл қолын тартып алды. Бір күні сен осы шешімің үшін өкінесің. Сол сөз Дарханның жүрегінде қалды. Ал Ханшайым болса, не болып жатқанынан бейхабар еді. Оған анасы Қайрат аға құда түсіп жатыр екен дегенде, Ханшайымның жүрегі дөсілдеп кеткен. Кімге? Дарханға. Ханшайым үнсіз қалды. Ол Дарханды жақсы көретін ешкімге айтпаған, тіпті анасына да. Бірақ сол сәтте оның көзіндегі қуанышты анасы байқап қалды. Ұнатасың ба? Ханшайым ұялып төмен қарады. Білмеймін, бірақ оның жүзінен бәрі көрініп тұрды. Үйлену тойы үлкен өтті. Дархан тойда күлгенімен, оның күлкісінің артында мұң бар еді. Ханшайым болса, бақыттан жүрегі алып ұшып жүрді. Ол күйеуінің өзін сүймейтінін білмеді. Той біткен соң, жас келін болып Қайрат пен Үміттің үйіне кірді. Ханшайым табалдырықтан аттағанда, Қайраттың жүзі жылы жымиды. Қош келдің, қызым. Қызым деген сөз Ханшайымның жүрегін елжіретіп жіберді. Рахмет, әке. Қайрат, осы үйде өз үйіңдегідей жүр, қысылма. Ханшайым басын изеді, ал оның артында тұрған Үміт үнсіз қарап тұрды.
Қолында ақшыл орамалы бар, жүзі суық. Келін, деді ол ақыры. Иә апа, бұл үйде бір нәрсені есте сақта. Тыңдаттырмын. Менің ұлымның көңілін табу сенің міндетің. Ханшайым: жақсы апа, мен сенің ата-анаң емеспін, маған еркелеме. Ханшайымның жүзі сол сәтте өзгеріп кетті, бірақ үндемеді. Алғашқы күндердің өзінде Үміттің Ханшайымға деген көзқарасы анық байқалды. Ханшайым таң атпай тұрып үй жинайтын, шайын дайындайтын, тамақ істейтін, кешке күйеуін күтіп отыратын, бірақ Үміт оның істегеннің ешқайсысын бағаламайтын. Мына жерді дұрыс сүртпепсің, шайын қою екен, тамақты тұзды қопсың. Біздің үйде бұлай істемейді. Ханшайым әр жолы: жақсы апа, келесіде дұрыстаймын дейтін. Бір күні Қайрат әйеліне: Үміт, келінді тым қыса берме, жаңа түскен қыз ғой. Үміт: сен араласпа, ол да біздің баламыз сияқты. Келін мен қыздың айырмашылығы бар. Қайрат үндемей қалды. Ханшайым бұл әңгімені естіген. Сол түні ол бөлмесіне кіріп үнсіз жылады. Дархан қасында отырды. Жылап отырсың ба? Ханшайым көз жасын сүртті. Жоқ. Анам бірдеңе айтты ма? Ханшайым күйеуіне қарап: апа мені ұнатпайтын сияқты. Дархан біраз үнсіз отырды. Үйреніп кетесің. Ханшайым оның осы сөзін естіп жүрегі ауырды. Ол күйеуінен бір ауыз қорғаныш күтті. Мен сені қорғаймын деген сөзді күтті, бірақ Дархан айтпады. Сол түні Ханшайым алғаш рет күйеуінің қасында отырып жалғыздықты сезінді. Көп ұзамай Дарханның жұмысына байланысты алғашқы сапар шықты. Бір айға. Ханшайым күйеуін шығарып салып тұрып: қашан келесің? Бір айдан кейін. Сағынамын. Дархан жымиып: мен де. Бірақ оның көзі Ханшайымнан бұрын алыстағы жолға қарап тұрды. Дархан кеткеннен кейін үйдегі жағдай тіпті қиындады. Үміт келінін аямады. Ұлым жоқта жалқауланып қалма, жұмыстан келгенде бәрі дайын болсын. Үйге келгенде қабағыңды түйіп отырма. Ханшайым бәріне шыдады. Ол ешкімге шағымданбады. Тіпті төркініндегі анасына да бәрі жақсы дейтін. Өйткені ол күйеуінің отбасын өз отбасындай қабылдаған еді. Бір айдан кейін Дархан келді. Ханшайым оны сағынып күтіп отырды. Күйеуі есіктен кіргенде Ханшайым қуанып жүгіріп шықты. Келдің? Иә, қатты сағындым. Мен де. Ханшайым оның қолындағы сөмкеге қарап: маған бірдеңе әкелдің бе деп әзілдеп сұрады. Дархан күліп: жоқ, жұмыспен жүріп ұмытып кетіппін. Ханшайымның жүзіндегі күлкі бір сәтке өшті. Ештеңе етпейді, ол солай деді. Шын мәнінде оған сыйлық керек емес еді. Оған күйеуінің өзін ойлағанын сезіну керек болатын. Бірақ бұл сезімде жылдан жылға азая берді. Бір айлық сапарлар 2 айға айналды. 2 айлық сапарлар 3 айға созылды. Кейде Дархан үйге келгенде де бірнеше күннен кейін қайта кететін. Ханшайым әр жолы: жолың болсын деп шығарып салатын. Ал есік жабылған соң ғана көз жасын сүртетін. Ол кезде Ханшайым бір нәрсені әлі білмейтін. Оның күйеуі жылдар өте келе одан алыстай беретін. Ал өзінің ең қиын күндерінде оны жалғыз қорғайтын адам қайнатасы Қайрат қана болатынында ол білмеді. Алда 25 жыл бар еді. 25 жыл бойы Ханшайым бұл үйге адал қызмет етеді. 25 жыл бойы Үміттің қабағына қарайды. 25 жыл бойы күйеуін күтеді. Бірақ 25-ші жылдың соңында оның бүкіл өмірін төңкеріп жіберетін бір шындық ашылады. Сол шындық Ханшайымға бір ғана сұрақ қойғызады: мен осы 25 жыл бойы кім үшін өмір сүрдім? Ханшайымның келін болып түскеніне 3 жыл болған. Осы 3 жылдың ішінде ол бұл үйдің әр бұрышын жаттап алған еді. Қай сөреде қандай ыдыс тұрады, Үміттің шайды қалай ішетіні, Қайраттың таңертең қандай тамақ ұнататыны, Дарханның сапарға шығар алдында құжаттарын қай жерге қоятыны бәрін білетін. Бірақ бір нәрсені түсіне алмайтын: неге ол қанша тырысса да Үміттің көңілінен шыға алмайды. Ханшайым таңғы сағат 5:30-да тұратын. Үйдің іші әлі қараңғы. Ол ақырын ғана ас үйге кіріп самаурын қоятын, қамыр илейтін, таңғы ас дайындайтын. Үміт ұйқысынан тұрғанша үйді жинап қоятын. Бірақ Үміт ас үйге кіргенде ең алдымен: мына еденді дұрыс сүртпепсің дейтін. Ханшайым төмен қарап: қазір қайта сүртемін апа. Неге бірден дұрыстап істемейсің? Кешіріңіз. Осы екі сөз Ханшайымның күнделікті өміріндегі ең көп айтатын сөзіне айналды. Кешіріңіз апа. Бір күні Қайрат бұған шыдай алмай: Үміт, келінге күнде ұрсудың қажеті жоқ қой деді. Үміт қабағын түйді: сен оны тым жақсы көріп кеттің. Ол менің келінім. Меніңше сен келін емес, қыз алып келген дейсің. Қайрат күрсінді: қызым болса дәл осындай болғанын қалар едім. Ханшайым бұл сөзді естіп көз жасын әрең ұстап қалды. Ол Қайратты қатты сыйлайтын, өйткені бұл үйде оған жылы сөз айтатын жалғыз адам сол еді. Ал Дарханның өмірі бірте-бірте өзгере бастады. Оның жұмысы көбейді, іс-сапарлары жиіледі. Алғашында бір айға кететін,
кейін 2 ай, кейде 3 ай. Телефон арқылы сөйлескенде де асығыс сөйлейтін. Ханшайым, қалайсың? Жақсымын. Апа қалай? Жақсы. Әкемше? Жақсы. Балалар? Жақсы. Жақсы онда, мен жұмысқа кірейін. Телефон өшетін. Ханшайым экранға қарап біраз отыратын. Ол күйеуінен, мені сағындың ба? Өзің қалайсың? Балаларымды сағындың ба деген қарапайым сөздерді күтетін. Бірақ Дархан мұндай әңгімелерге көп уақыт бөлмейтін. Ханшайымда уақыт өте келе сұрауды қойды. Өйткені адамның өзіне керек сөзді қайта-қайта сұрап алу да жүректі қажытады екен. Наш мал. Осылайша 4-ші жылда өте шықты. Ханшайымның 2 баласы бар еді. Үлкені әкесінің артынан қалмайтын кішкентай қыз. Кішісі енді ғана жүріп үйреніп жүрген ұл. Үйдің іші балалардың күлкісіне толатын. Ханшайым сол 2 баласының ортасында жүріп, өз өміріндегі жалғыздықта ұмытуға тырысатын. Бірақ бір күні таңертең оның жүрегі айнып кетті. Ас үйдегі тамақтың иісіне шыдай алмай сыртқа шығып кетті. Біраздан кейін қайта кіріп үстелге сүйеніп тұрды. Қайрат оны байқап қалды. Ханшайым, не болды? Ештеңе емес әке, басым сәл айналды. Соңғы кездері өңіңде өзгеріп жүр. Ұйқы аз ғой. Қайрат сеніңкіремей қарады. Дәрігерге барып көр. Ханшайым үндемеді. Сол күні ол дәріханадан жүктілікке арналған тест алып келді. Түнде бәрі ұйықтаған соң ғана тестті тексерді. 2 сызық. Ханшайым біраз уақыт сол кішкентай тестке қарап тұрып қалды. Оның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол 3-ші баласына аяғы ауыр екенін білді. Қуаныштан көзінен жас шықты. Бірақ сол қуаныштың ішінде бір қорқыныш та болды. Дархан қалай қабылдар екен? Ол бірден күйеуіне хабарласқысы келді, бірақ Дархан бұл кезде іс сапарда еді. Ханшайым біраз ойланып отырып, оған хабарлама жазды. Дархан, саған айтар жаңалығым бар. Біз тағы бір сәби күтіп жүрміз. Хабарлама жіберілді. Ол телефонды қолынан түсірмей жауап күтті. 10 минут өтті, жарты сағат, 1 сағат. Ақыры түн ортасында ғана жауап келді. Құттықтаймын, ертең сөйлесерміз, қазір жұмыстамын. Ханшайым сол бір ауыз жауапты қайта-қайта оқыды. Ол күйеуінің, шын айтасың ба, қуаныштымын. Немесе саған қиын болып жүрген жоқ па деген сөздерді жазғанын қалаған. Бірақ ондай сөз болмады. Ханшайым телефонды жастығының жанына қойды. Қолын ішіне қойып, әкең жұмыспен жүр балапаным, бірақ мен сені қатты күтіп жүрмін, деп сыбырлады. Ертеңіне таңертең ол Үмітке жаңалығын айтты. Апа, не болды? Менің аяғым ауыр. Үміт келініне бірден қуана қойған жоқ. Тағы ма? Ханшайымның жүзі солып кетті. Иә, 2 балаң бар емес пе? Иә, үйдің шаруасы онсыз да көп. Ханшайым төмен қарады. Білемін апа. Енді балаңды да, үйді де өзің қарайсың. Мен сен үшін жұмыс істей алмаймын. Жақсы апа. Осы кезде Қайрат кіріп келді. Не болды? Келінің тағы аяғы ауыр екен деді. Қайраттың жүзі бірден жадырап кетті. Рас па қызым? Ханшайым басын изеді. Иә әке. Қайраттың көзінен қуаныш байқалды. Құтты болсын, балаң аман болсын. Ханшайымның көзіне жас келді. Рахмет әке. Қайрат келіннің жүзіне мұқият қарап. Өзіңді күт, 3 баланың анасы болғалы тұрсың. Үміт дереу. Бала көтерді екен деп үйдің тірлігі тоқтамайды деді. Қайрат әйеліне қарады. Үміт, жаңа ғана қуанышты хабар естідік. Бір рет болса да жылысыз айтсаңшы. Үміт үндемеді. Ханшайым ештеңе демеді. Ол Қайраттың өзін қорғап қалғанына іштей ғана риза болды. Жүктіліктің алғашқы айлары оңай болған жоқ. Ханшайымның жүрегі жиі айнып, әлсіздігі күшейді. Бірақ оның 2 кішкентай баласы бар еді. Бірі таңертең ерте оянатын, екіншісі әлі түнде бірнеше рет жылайтын. Сондықтан Ханшайым өзін аяуға да үлгермейтін. Бір күні таңертең ол кір жуып отырып, көзінің алды қарауытып кеткенін сезді. Жуынатын бөлменің қабырғасына сүйеніп, біраз тұрды. Сол сәтте Қайрат кіріп келді. Ханшайым, әке, не болды? Басым айналып кетті. Қайрат оны орындыққа отырғызды. Сен неге өзіңді қинап жүрсің? Кір жуым керек еді. Оны кейін істейсің. Үміт апа ұрсады. Қайраттың қабағы түйілді. Ұрысса маған айт. Ханшайым үнсіз қалды. Сен келінсің, бірақ құл емессің қызым. Осы сөз Ханшайымның жүрегіне қатты тиді. Ол көз жасын жасырып, рахмет әке, деді. Бірнеше аптадан кейін Дархан үйге келді. Ханшайым оны сағынып қарсы алды. Балалары әкесіне жүгіріп барып құшақтады. Әке! Дархан балаларын көтеріп, маңдайларынан сүйді. Ханшайым біраздан кейін. Дархан, иә, баламыздың жағдайы жақсы. Дәрігерге бардым. Жақсы. 3-ші баламыздың жүрек соғысында естідім. Дархан үнсіз қалды. Қуанып тұрсың ба? Деді Ханшайым абайлап. Әрине, бірақ оның дауысы салқын еді. Ханшайым оның жүзінен ұзақ уақыт көз алмай тұрды. Мен кейде сенің бізден алыстап бара жатқаныңды сеземін. Дархан бірден. Тағы бастама Ханшайым. Мен ұрысқым келмейді. Менің жұмысым бар.
Сен соны түсінуің керек. Түсінемін. Онда сұрақты көбейтпе. Ханшайым үнсіз қалды. Ол күйеуінен көп нәрсе сұрамайтын. Тек кейде әйел ретінде бағаланғысы келетін. Кейде шашадың ба деген сөзді естігісі келетін. Кейде 3 баласының әкесі өзіне қарап, мен сенің қасындамын десе екен дейтін. Бірақ Дарханның ойы басқа жақта еді. Кешке Қайрат Ханшайымның қасына келді. Келінім, ренжіп отырсың ба? Жоқ әке, өтірік айтпа. Ханшайым жымиған болды. Бәрі жақсы. Қайрат біраз үнсіз отырды. Дархан сені түсінбейді. Ханшайым бірден: күйеуімді жамандамаңыз әке. Қайрат таңғалды. Мен сені қорғағым келіп отырмын. Ол менің күйеуім. Қандай болса да мен оның абыройын сақтағым келеді. Қайрат келініне ұзақ қарап отырды. Сол сәтте ол Ханшайымның қандай адам екенін тағы бір түсінді. Өзіне ауыр болса да күйеуінің атын жамандыққа қимайтын. Бірақ Қайраттың жүрегінде бір алаң пайда болды. Осы қыздың сабыры бір күні таусылып қалмай ма екен? Ол кезде Қайрат бұл сұрақтың жауабын 20 жылдан кейін білетінін әлі білмеді. Ал Ханшайым болса, ішіндегі 3-ші сәбиінің алғашқы қимылын сезуге асығып, күн сайын қолын ішіне қойып жүрді. Ол әлі де күйеуін күтетін. Әлі де оның бір күні өзгеретініне сенетін. Әлі де бұл отбасының бір күні өз үйіндей болатынын армандайтын. Бірақ тағдыр оның алдына мүлде басқа жол дайындап қойған еді. Ханшайымның 3-ші баласына аяғы ауыр болған сол 5-ші жыл оның өміріндегі ең ұзақ 20 жылдың бастамасы болатын. Үміттім төсекке танылғанына 1-2 жыл емес, жылдар өтті. Алғашында бәрі уақытша ғана деп ойлаған. Емделсе жүріп кетеді, дәрісін ішсе жағдайы түзеледі. Жақсы күтім болса қайта тұрып кетуі мүмкін. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгерді. Үміттің аяғы әлсіреп, кейін мүлдем жүрмей қалды. Сөйтіп оның төсек тартып жатқанына 15 жылға жуық уақыт өтті. 15 жыл. Бір адамның өміріндегі аз уақыт емес. Осы 15 жылдың ішінде Ханшайымның балалары ер жетті. Үлкен қызы мектеп бітірді. Ұлы азамат болып өсті. 3-ші баласы да есейіп, анасының жанынан шықпайтын жігітке айналды. Ал Ханшайымның өзі баяғы 22 жасар сұлу келін енді 40-тан асқан әйел еді. Бірақ оның өмірінде бір нәрсе өзгермеді. Ол әлі де Үміттің жанында еді. Үміттің жағдайы жыл сайын қиындай түсті. Бір кезде өзі дәретханаға барып жүретін, кейін оған да шамасы келмей қалды. Төсекке таңылған адамға күнделікті күтім қаншалықты қиын екенін сол үйдегі адамдардың бәрі бірдей түсіне бермейтін. Тек Ханшайым түсінді. Кей күндері Үміттің жағдайы жақсы болатын, ал кей күндері төсекке буланып қойып қалатын. Сондай кезде Ханшайым ешкімге білдірмей бөлменің есігін жауып қоятын. Төсекті ауыстыратын, денесін жуындыратын, киімін тазалайтын, төсек жаймаларын жуып қайта төсейтін. Үміттің денесін ауыртпай аударып жатқызатын. Бірде Ханшайым Үмітті тазалап отырып: апа, ыңғайсыз болып қалмаңыз, асықпай істеймін деді. Үміттің көзіне жас толды. Мен саған қандай ене болдым өзі? Ханшайым бір сәтке қолын тоқтатты. Қойыңызшы апа. Жоқ, айтшы. Өткенді қазудың қажеті жоқ. Сен мені жек көрмейсің бе? Ханшайым басын шайқады. Жоқ. Неге? Ханшайым біраз үнсіз отырды. Себебі сіздің бүгінгі жағдайыңыздың өзі жеткілікті ауыр. Мен сізге тағы ауырлық қосқым келмейді. Үміт бетін теріс бұрып алды. Ол жылап жатты. Ханшайым оның жылағанын көрсе де көрмегендей болды. Өйткені кейбір жасты сұрап емес, үнсіз сүрткен дұрыс еді. Үміттің көңіл күйі де бір қалыпты болмайтын. Бір күні Ханшайымға: қызым, сен болмасаң мен қайтер едім деп еркелейтін. Екінші күні себепсіз ашуланатын. Мына тамақтың дәмі жоқ. Жақсы апа, басқасын жасап беремін. Жоқ, ештеңе керек емес. Кейде: неге терезені аштың? Бөлме қапырық болып кетіпті. Маған суық. Ханшайым терезені жабатын 5 минуттан кейін. Неге терезені жаптың? Ханшайым қайта ашатын. Үміттің көңіл күйі сағат сайын өзгеретін. Ауырған адам кейде өзінің кімге ренжігенін де білмейді. Өзінің тағдырына ашуланады. Өзінің денесіне өкпелейді. Бірақ сол өкпені жанындағы адамнан алады. Ханшайым осыны түсінді. Сондықтан көп жағдайда үндемейтін. Ең ауыр сәттері Үміт өзінің бұрынғы өмірін есіне түсіретін кездер еді. Бір күні ол терезеге қарап жатып: Ханшайым: я апа, мен бұрын қандай едім білесің бе? Ханшайым жымиып: қандай едіңіз? Өзім бәрін істейтінмін. Білемін. Таңертең ерте тұратынмын, үй жинайтынмын, қонақ күтетінмін, ауылға баратынмын. Үміт күрсінді. Енді мына жерден тұра алмаймын. Ханшайым оның қолын ұстап: бұл да өтеді апа. Қашан? Ханшайым жауап бермеді. Үміт күбірледі: мен енді жүрмейтін сияқтымын. Ондай ойламаңыз. Сен мені жұбату үшін айтып отырсың. Иә, жұбату үшін айтып отырмын. Ал шындық ше? Ханшайым оның көзіне қарап:
Шындық қандай болса да, бүгінгі күніңізді жаман өткізбеуге болады. Үміт үндемей қалды. Ханшайым сөзін жалғастырды. Апа, сіз аяғыңызбен жүре алмасаңыз да, жүрегіңізбен өмір сүре аласыз. Балаларыңыз бар, немерелеріңіз бар, біз бармыз. Әлі де қуана алатын күндеріңіз бар. Үміттің көзінен жас ақты. Сен қайдан осындай сөздерді үйрендің? Ханшайым күлімсіреді. Өмірден. Үміттің көңіл күйі де бір қалыпты болмайтын. Бір күні ханшайымға: «Қызым, сен болмасаң мен қайтер едім» деп еркелейтін. Екінші күні себепсіз ашуланатын. «Мына тамақтың дәмі жоқ». «Жақсы апа, басқасын жасап беремін». «Жоқ, ештеңе керек емес». Кейде: «Неге терезені аштың? Бөлме қапырық болып кетіпті. Маған суық». Ханшайым терезені жабатын. 5 минуттан кейін: «Неге терезені жаптың?» Ханшайым қайта ашатын. Үміттің көңіл күйі сағат сайын өзгеретін. Ауырған адам кейде өзінің кімге ренжігенін де білмейді, өзінің тағдырына ашуланады, өзінің денесіне өкпелейді, бірақ сол өкпені жанындағы адамнан алады. Ханшайым осыны түсінді, сондықтан көп жағдайда үндемейтін. Ең ауыр сәттері Үміт өзінің бұрынғы өмірін есіне түсіретін кездер еді. Бір күні ол терезеге қарап жатып: «Ханшайым, «Я апа, мен бұрын қандай едім білесің бе?» Ханшайым жымиып: «Қандай едіңіз?» «Өзім бәрін істейтінмін, білемін. Таңертең ерте тұратынмын, үй жинайтынмын, қонақ күтетінмін, ауылға баратынмын». Үміт күрсінді. «Енді мына жерден тұра алмаймын». Ханшайым оның қолын ұстап: «Бұл да өтеді апа». «Қашан?» Ханшайым жауап бермеді. Үміт күбірледі: «Мен енді жүрмейтін сияқтымын». «Ондай ойламаңыз. Сен мені жұбату үшін айтып отырсың». «Иә, жұбату үшін айтып отырмын». «Ал шындық ше?» Ханшайым оның көзіне қарап: «Шындық қандай болса да, бүгінгі күніңізді жаман өткізбеуге болады». Үміт үндемей қалды. Ханшайым сөзін жалғастырды. «Апа, сіз аяғыңызбен жүре алмасаңыз да, жүрегіңізбен өмір сүре аласыз. Балаларыңыз бар, немерелеріңіз бар, біз бармыз. Әлі де қуана алатын күндеріңіз бар». Үміттің көзінен жас ақты. «Сен қайдан осындай сөздерді үйрендің?» Ханшайым күлімсіреді. «Өмірден». Кейде ханшайым Үмітке әдейі жақсы жаңалықтар айтып отыратын. «Апа, бүгін немереңіз мектептен 5 алып келді». «Шын ба?» «Иә, қай пәннен?» «Математикадан». Үміттің жүзі жадырап кететін. «Менің немерем ақылды». Кейде ханшайым: «Апа, бүгін сіздің сүйікті тағамыңызды жасадым». «Қандай?» «Қуырдақ». «Ой, бері келші». Ханшайым күлімдеп қасына отыратын. Осындай кішкентай қуаныштар Үміттің өміріндегі ең үлкен қуанышқа айналды. Бірақ Үміттің бір адамды ерекше сағынатыны бар еді. Ол өз ұлы Дархан. Күйеуі қайда жүрсе де, ханшайым жанында, балалары қасында, немерелері қасында. Ал Дархан, ол сирек келетін. Кейде бірнеше ай көрінбейтін, телефон арқылы да жиі сөйлеспейтін. Үміт күн сайын дерлік: «Дархан қашан келеді?» деп сұрайтын. Ханшайым: «Жұмыста жүр». «Қайда?» «Іссапарда». «Қашан келеді?» «Білмеймін». Үміт үнсіз қалатын. Сосын: «Телефонын берші». Ханшайым Дарханға қоңырау шалатын. 1 рет, 2 рет, 3 рет. Жауап жоқ. «Алмай жатыр апа». Тағы шал. Тағы шалатын. Тағы жауап болмайтын. Үміттің көңілі түсетін. «Мен өлсем де, осы балам келмейтін шығар». «Апа, олай демеңіз. Келмейді ғой». «Келеді». «Қашан?» Ханшайым жауап таба алмайтын. Бір күні Дархан өзі телефон соқты. «Ханшайым, анам қалай?» «Жағдайы бұрынғыдай. Мен жақында барамын». «Қашан?» «Осы аптада». «Қай күні?» «Сәрсенбіде». Ханшайым бұл жаңалықты Үмітке жеткізді. «Апа, Дархан сәрсенбіде келеді екен». Үміттің жүзі балаша қуанып кетті. «Шын ба?» «Иә». «Онда менің шашымды дұрыстап берші». Ханшайым күліп жіберді. «Жақсы, киімімді де ауыстыр». «Жақсы, бөлмені де жина». «Жақсы». Сәрсенбі күні Үміт таңертеңнен баласын күтті. «Сағат нешеде келеді?» «Білмеймін апа». «Телефонын шалшы». «Шалсам алмай жатыр». «Барам деген еді ғой». «Иә». Түс болды. Дархан жоқ. Кеш болды. Дархан жоқ. Үміт әр дыбысқа елеңдейтін. Көшеден көліп өткен сайын: «Сол ма?» деп сұрайтын. Ханшайым терезеге қарап: «Жоқ апа». Кешкі сағат 10 болды. Телефон шыр етті. Дархан: «Иә балам», деді Үміт, телефонды ханшайымға алақаны дірілдеп ұстап тұрып. «Апа, кешіріңіз, бара алмай қалдым». Үміт үнсіз қалды. Жұмыс шығып кетті. «Жақсы балам, келесі аптада міндетті түрде барамын». «Жақсы». Телефон өшті. Үміт бірнеше секунд үнсіз жатты. Сосын бетін қабырғаға бұрды. Ханшайым: «Апа». Үміт: «Мен шаршадым». «Не болды?» «Ұлымды күтіп шаршадым». Ханшайымның жүрегі ауырды. Ол Үміттің шашынан сипады. «Bir күні келеді. Мен оны көргім келеді». «Көресіз». «Қашан?» Ханшайым бұл жолда жауап бере алмады. Арада бірнеше күн өткенде Дархан шынымен келді.
Үйге кіргенде үміттің жүзі бірден жадырап кетті. Балам, Дархан анасының жанына барып маңдайынан сүйді. Қалайсыз апа? Енді жақсы болдым. Үміт оның қолын ұстап, қатты сағындым. Мен де сағындым. Ханшайым есік алдында үнсіз тұрды. Дархан анасына жеміс жидек әкелген. Біраз сөйлесіп отырды. Бір кезде Үміт: балам, иә, сенің әйелің маған жақсы қарайды. Дархан: білемін. Бірақ Үміт кенет Ханшайымға қарап қалды. Оның көңіл күйі бір сәтте өзгерді. Кейде ол мені тыңдамайды. Ханшайым аң-таң болды. Апа, кеше дәрімді уақытында бермеді. Ханшайым үндемеді. Дархан әйеліне бұрылды. Рас па? Жоқ Дархан, кеше дәріні дәрігердің айтқан уақытында бердім. Үміт: мен оны сұраған кезде бермеді. Ханшайымның көзіне жас толды. Апа, сіз сұраған кезде мен тамақ дайындап жатқанмын. 10 минуттан кейін әкелдім. Дархан қабағын тиді. Ханшайым, анама сәл мұқият қарасаңшы. Ханшайым оған үнсіз қарады. Ол күйеуіне 20 жыл бойы анасына қалай қарағанын түсіндіруге болар еді. Бірақ түсіндіруге күш жұмсамады. Жақсы деді ғана. Қайрат бұл әңгімені сырттан естіп тұрды. Ол бөлмеге кірді. Дархан: иә әке, анаңның айтқанның бәріне бірден сене берме. Үміт: Қайрат, мен өтірік айтып тұрған жоқпын, деді Қайрат сабырмен. Осы 15 жылда анаңа кім қарады? Кім түнде тұрды? Кім дәрісін берді? Кім тазалады? Кім жуындырды? Дархан үндемей қалды. Қайрат: сен кейде 2 күнге келіп 15 жылдық еңбекті бір ауыз сөзбен бағалама. Бөлме іші тым-тырыс болып кетті. Ханшайымның көзінен жас сырғып түсті. Бірақ ол Қайратқа: әке, қойыншы, деді. Қайрат оған қарады. Неге? Ханшайым: ол менің күйеуім. Қайрат күрсінді. Сен әлі де оны қорғайсың. Ханшайым ақырын ғана: өйткені мен оны жамандағым келмейді. Дархан әйеліне қарап тұрды. Оның көзінде бір сәтке ұялу пайда болғандай еді. Бірақ ол ештеңе айтпады. Сол түні Дархан қайта кетіп қалды. Үміт тағы да ұлын іздеп қалды. Ханшайым: иә апа. Дархан қайда? Кетті. Тағы ма? Иә. Үміт көзін жұмды. Мен оны көргенде қатты қуанып кетемін. Ханшайым оның қолын ұстады. Білемін. Бірақ ол кеткенде үйдің іші босап қалғандай болады. Ханшайым үнсіз қалды. Үміт оның қолын қысып: сенің де жүрегің ауыра ма? Ханшайым біраз үнсіз отырды. Кейде. Неге? Ханшайым жымиған болды. Кейбір сұрақтардың жауабы жоқ апа. Үміт оның жүзіне ұзақ қарады. Сол сәтте екі әйелдің арасында 20 жылдан астам уақыт бойы жиналған реніштің орнына бір түрлі түсіністік пайда болды. Бірі өз ұлын күтіп өмір сүрді. Екіншісі өз күйеуін күтіп өмір сүрді. Екеуі де бір үйде жатып, бір ер адамды күтумен жылдарын өткізіп жатқан еді. Бірақ олардың екеуі де Дарханның өмірінде өздері білмейтін тағы бір шындық бар екенін әлі білмейтін. Ал бұл құпияның ашылуына көп уақыт қалған жоқ еді. Үміттің төсекке таңылғанына 15 жылға жуық уақыт өткен еді. 15 жыл. Осы уақыттың ішінде бір кездері үйдің бүкіл тірлігін өзі басқарып, ешкімге сөз бермейтін Үміт енді біреудің көмегінсіз жастығынан да басын көтере алмайтын жағдайға жетті. Ал оның жанынан бір адам бір күнде алыстамады. Ол Ханшайым еді. Ханшайымның өз балалары ер жетіп қалған. Үлкен қызы бой жетіп, үйдің шаруасына көмектесетін болды. Ұлы мектеп жасынан өтіп, әкесіне ұқсап бой түсіп келе жатты. Кенже ұлы да есейіп, анасының қасынан қалмайтын. Бірақ Ханшайымның күн тәртібінде бәрібір Үміттің орны ерекше еді. Таңертең ең алдымен балаларына қарайды, содан кейін Үміттің бөлмесіне кіреді. Қайырлы таң апа. Кей күндері Үміт: қайырлы таң қызым, деп жылы жауап береді. Кей күндері қабағы түйіліп: кеш тұрдың, дейді. Ханшайым ештеңе демейді. Қазір дәріңізді беремін. Алдымен бетімді жуғыз. Жақсы. Ханшайым оның бет қолын сыртып, шашын тарап киімін ауыстыратын. Егер Үміттің жағдайы жақсы болса, өзі тамақтана алатын. Ал әлсіз күндері Ханшайым қасықпен тамақтандыратын. Кейде Үміт тамаққа зауқы соқпай: керек жоқ. Апа, аздап қана ішіңіз. Ішкім келмейді. Дәріңізді ішу үшін тамақтануыңыз керек. Менің өмір сүргім де келмейді кейде. Ханшайымның қолы тоқтап қалатын. Олай айтпаңыз. Неге айтпаймын? Қараз мені. Өзім ештеңе істей алмаймын. Сіз әлі де бізге керексіз. Не үшін? Өйткені сіз біздің анамызсыз, балаларыңыздың әжесісіз. Немерелеріңіздің сізге айтатын әңгімесі бар. Үміт үнсіз қалатын. Ханшайым оның қолын ұстайтын. Апа, адам кейде аяқпен жүрмесе де жүрегімен өмір сүре алады. Сенің сөзіңе таң қаламын. Неге? Қайдан күш табасың? Ханшайым ақырын жымиды. Мен де кейде шаршаймын, бірақ сізге білдірмеймін. Үміт оның жүзіне қарап: сен де адамсың ғой. Иә. Онда неге өзіңді сонша қинайсың? Ханшайым жауап бермеді. Өйткені оның жауабы қарапайым еді.
Сізге қарайтын басқа адам жоқ. Үміттің жағдайы жылдан жылға нашарлай берді. Кейде төсекте бұланып қалатын. Ондай күндері Ханшайым үшін ең ауыр уақыт басталатын. Ол Үміттің жағдайын тазалап, төсек жаймаларын ауыстыратын. Үміт қатты ұялатын. Ханшайым, Иә апа, бүгінде әуреге салдым сені. әуреге салған жоқсыз. Мен өзімнен өзім ұяламын. Ханшайым оның иығынан сипады. Сіз ұялмаңыз. Адам ауырғанда оған күтім керек. Ертең мен ауырып қалсам, сіз де мені қарар едіңіз. Үміт көзін төмен салды. Қарар ма едім екен? Ханшайым күліп, әрине, мен саған жақсы ене болмадым. Апа, айтпа ұмытыңыз деп. Ханшайым үндемеді. Үміт көз жасын сүртті. Сенің маған істегеніңді ешқашан ұмытпаймын. Ханшайым, онда мені ренжітпеңіз. Үміт алғаш рет жымиып, жарайды. Бірақ Үміттің көңіл күйі тұрақсыз болатын. Кейде Ханшайымға мейірленіп сөйлейтін, кейде аяқ астынан ашуланатын. Бір күні, қызым, сен менің туған қызымдай болып кеттің десе, ертеңіне, сен Дарханға дұрыс әйел болмадың деп ренжіттің. Ханшайым мұндай сөздерге үйреніп кеткен. Ол бір нәрсені жақсы түсінді. Үміттің ашуының көп бөлігі Ханшайымға емес, өзінің тағдырына еді. Өйткені бір кездері өз аяғымен жүрген әйел қазір төсектен тұра алмай жатты. Өз қолымен тамақ дайындаған әйел қазір біреудің қолынан тамақ ішетін. Өз үйін өзі басқарған әйел енді бір стақан судың өзін сұрайтын. Бұл оның намысына бататын. Сондықтан кейде ашуын ең жақын адамына шығаратын. Ал Ханшайым сол ашуды үнсіз көтеретін. Үміттің ең үлкен сағынышы Дархан еді. Ханшайым, балама телефон соқшы. Қазір соғам. Ханшайым Дарханға қоңырау соғатын. Бір рет, жауап жоқ. Екінші рет, тағы жоқ. Үшінші рет, телефон өшірулі. Алмай жатыр апа. Үміттің жүзі бірден түсіп кететін. Ол қашан келеді? Жақында келеді. Қашан? Өзі де нақты айтпады. Сен сұрамадың ба? Сұрадым. Не деді? Барамын деді. Үміт күрсінді. Ол үнемі барамын дейді. Ханшайым үндемеді. Бұл сөздің қаншалықты ауыр екенін ол жақсы білетін. Өйткені өзі де Дарханнан дәл сондай сөздерді жиі еститін. Барамын, кейін сөйлесеміз, жұмысын біткен соң, келесі аптада. Бірақ кейде келесі апта бірнеше айға айналып кететін. Бір күні Дархан анасына, сәрсенбіде барамын деді. Үміттің көңілі көтерілді. Шын ба балам? Иә апа, міндетті түрде. Үміт сол күнді асыға күтті. Ханшайым, менің шашымды жуып берші. Жақсы. Ана көк көйлегімді дайында. Жақсы. Бөлмеге гүл қой. Жақсы. Ханшайым Үміттің әр өтінігін орындады. Сәрсенбі күні таңертең Үміт ерекше көңілді болды. Бүгін балам келеді. Иә, қандай тамақ жасадың? Оның жақсы көретін тағамын. Өзі ұната ма? Ұнатады. Үміт күлімсіреді. Түскі уақыт өтті. Дархан жоқ. Кешкі сағат 6 болды. Жоқ. Сағат 8. Жоқ. Үміт, телефонына хабарласшы. Ханшайым қоңырау шалды. Жауап жоқ. Тағы қоңырау шалды. Жауап жоқ. Сағат 11-де ғана Дархан хабарласты. Ханшайым? Иә, анам ұйықтап қалды ма? Ханшайым Үмітке қарады. Ол көзін жұмып жатты, бірақ ұйықтамаған. Жоқ, мен бара алмай қалдым. Ханшайым үнсіз қалды. Жұмыс шығып кетті. Жақсы, анам қайта салшы. Ханшайым телефонды қойды. Үміт бірден. Келмей ме? Ханшайым өтірік айтуға қиналды. Бүгін келе алмай қалды. Үміттің көзінен жас ақты. Тағы да. Ханшайым оның қолын ұстады. Апа, мен оны бір күн көргім келді. Көресіз. Сен де соған сенесің бе? Ханшайым үндемеді. Үміт оның қолын қысып. Мен өліп қалсам, ол мені көре алмай қалады ма? Апа, ондай сөз айтпаңыз. Жоқ, мен шын айтып тұрмын. Сіз әлі ұзақ өмір сүресіз. Үміт басын шайқады. Мен 15 жыл болды осы төсекте жатырмын. Ханшайым көз жасын сүртті. Бірақ осы 15 жылда сіз талай адамға күш бердіңіз. Үміт таңғалды. Мен бе? Иә. Қалай? Сіз өмір үшін күресіп жатырсыз. Сіз бізге шыдамдылықты үйреттіңіз. Үміт жылап жіберді. Мен саған ауырлық қана әкелдім. Жоқ, әкелдім. Апа, сіз менің өмірімдегі ең қиын сынақтардың бірісіз. Бірақ сол сынақ арқылы мен сабырды үйрендім. Үміт Ханшайымға ұзақ қарап жатты. Сен мені неге жек көрмейсің? Ханшайым оның қолын маңдайына тигізді. Өйткені жек көру де күшті қажет етеді. Мен сол күшті сізді күтуге жұмсадым. Үміт үнсіз жылады. Арада бірнеше күн өткенде Дархан тағы келді. Бұл жолы Үміттің көңілі ерекше көтерілді. Бірақ олың көргенде оның мінезі тағы өзгерді. Балам, апа, келдің бе? Иә, қайда жүрдің сонша? Жұмыс. Үміт Ханшайымға қарап, сен оған дұрыс қарамайсың ба? Ханшайым таңғалды.
Не болды, апа? Баламның түрі жүдеп кеткен. Дархан: апа, мен жұмыс істеп жүрмін ғой. Үміт: Ханшайым саған дұрыс тамақ бермейтін шығар. Ханшайымның жүрегі ауырды. 15 жыл бойы күйеуінің үйіне қарап отырған әйелге енді күйеуін дұрыс тамақтандырмайды деген айып тағылып тұр. Бірақ ол жауап қайтармады. Дархан, тамағыңды ішіп ал. Дархан әйеліне қарап: жақсы. Сол сәтте Үміт тағы да: сен келінімді ренжітпе. Ханшайым таңғалып қалды. 1 минут бұрын ғана өзі кінәледі. Енді Үміт оны қорғап отыр. Үміттің көңіл күйі дәл осылай құбылатын, бірақ Ханшайым оның әр мінезін көтеріп үйренген еді. Түнде Үміт ұйықтай алмай жатты. Ханшайым қасына келді. Ұйықтаңыз, апа. Балам кетіп қалды ма? Иә. Тағы қашан келеді? Білмеймін. Үміт күрсінді. Мен оны күте берейін. Ханшайым үнсіз отырды. Үміт оның қолын ұстап: Ханшайым. Иә. Сен де оны күтесің де? Бұл сұрақ Ханшайымның жүрегін тоқтатып жібергендей болды. Ол бірден жауап бере алмады. Сосын ақырын ғана: иә. Көптен бері ме? 25 жылға жоқ. Үміттің көзі үлкейіп кетті. Ол алғаш рет келінінің жүрегінде қанша жылдық жалғыздық жатқанын сезгендей болды. Сенің де жаның ауырған екен ғой. Ханшайым жымиған болды. Әркімнің өз күткені бар, апа. Екі әйел сол түні ұзақ уақыт үнсіз отырды. Бірі ұлын күтті, екіншісі күйеуін күтті. Ал екеуінің де күтетін адамы бір үйдің ер азамат еді. Бірақ олардың екеуі де әлі білмейтін бір шындық бар болатын. Дарханның жұмысым бар деген сөзінің артында 25 жыл бойы жасырылып келген басқа өмір бар еді. Ал сол өмірдің бар екені ашылған күн. Ханшайымның ғана емес, Үміттің де жүрегін ойрандайтын еді. Үміттің денсаулығы соңғы жылдары бір қалыпты болмайтын. Бірде тәуірленіп, бірде қайта нашарлайтын. Бірақ сол жолғы жағдайы бұрынғыдан өзгеше болды. Таң атпай-ақ Ханшайым оның демігіп жатқанын байқады. Апа? Жауап болмады. Апа, мені естіп тұрсыз ба? Үміт көзін әрең ашты. Ханшайым. Иә, апа. Кеуден қысылып тұр. Ханшайым бірден алаңдап кетті. Әке! Қайрат жүгіріп кірді. Үміттің өңі бозарып кеткен еді. Қазір жедел жәрдем шақырамыз. Үміт басын шайқады. Ауылдың емханасына ғана апарсаңдар болды. Жоқ, апа, жағдайыңызға қарау керек. Ауылдық ауруханада дәрігерлер Үмітті қабылдап, бірнеше күн бақылауда ұстады. Алғашқы күндері дәрі-дәрмек беріліп, жағдайы сәл түзелгендей болды. Ханшайым күн сайын қасында отырды. Таңертең үйіне барып балаларға тамақ дайындап, қайта ауруханаға келетін. Түнде Үміттің қасында қалатын. Қызым, сен үйге барып ұйықта. Жоқ, апа, менің жағдайым жақсы. Сіз ұйықтаңыз. Үміт Ханшайымға қарап: сен шаршадың. Шаршасам да сізді жалғыз қалдырғым келмейді. Бір күні Үміт оның қолын ұстап: балам, Дархан хабарласты ма? Ханшайым бір сәт үнсіз қалды. Жоқ. Неге? Іс сапарда шығар. Үміт күрсінді. Оған айт. Не айтайын? Мен ауруханада жатқанымды. Айтам. Ханшайым Дарханға бірнеше рет қоңырау шалды. Телефон шырылдады, бірақ ешкім көтермеді. Үміт: алмады ма? Жоқ. Тағы шал. Ханшайым тағы қоңырау шалды. Тағы жауап жоқ. Үміт терезеге қарап: бір күні анасының да дауысын естімей қалатынын білмейді ғой. Ханшайым оның қолын қысып: олай демеңіз. Бір аптада ем алған соң дәрігер: жағдайы тұрақтанды, үйге шығара беруге болады деді. Ханшайым қуанып қалды. Үміт те: үйге барғым келеді деді. Сол күні олар Үмітті үйге алып келді. Бірақ үйге келгеніне бірнеше сағат қана өткен. Кешке қарай Үміттің жағдайы қайтадан күрт нашарлады. Демі тарылды, беті бозарып кетті. Ханшайым: иә, апа, мені көтерме, дем жетпей тұр. Ханшайым қатты қорқып кетті. Әке! Қайрат бірден жедел жәрдем шақырды. Ауылдан келген жедел жәрдем қызметкерлері Үмітті қарап шықты. Бір дәрі беріп, жағдайын бақылап тұрды. Бірақ біраздан соң дәрігер: бұл жерде толық көмек көрсете алмаймыз. Қайрат, не істеу керек? Қалалық орталық ауруханаға жеткізу керек. Ханшайымның жүрегі қысылып кетті. Қазір апаруға бола ма? Иә, біз өзіміз жеткізу жағын ұйымдастырамыз. Үміт әлсіз дауыспен: Дарханға айтыңдар. Қайрат: айтамыз. Үміт: балам мені қалаға апарсын. Ханшайым телефонды алды. Дарханға қоңырау шалды. Жауап жоқ. Тағы қоңырау. Жауап жоқ. Қайрат өз телефонынан қоңырау шалды. Жауап жоқ. Үміт мұны естіп жатты. Алмай жатыр ма? Ханшайым көз жасын жасырып: телефонын естімеген шығар. Үміт көзін жұмды. Ол мені іздемейді де. Апа, олай ойламаңыз. Сен оны қорғама. Ханшайым үнсіз қалды. Өйткені бұл жолы Үміттің сөзінде шындықтың бір бөлігі бар еді. Жедел жәрдем көлігі қалаға қарай жолға шықты. Үмітті орталық ауруханаға жеткізді.
Дәрігерлер бірден тексеруге кірісті. Қайрат пен Ханшайым дәлізде күтіп отырды. 1 сағат өтті, 2 сағат өтті. Ақыры дәрігер шықты. Қазір жағдай тұрақталған, бірақ мұнда ұзақ уақыт емделу керек. Қайрат, емдеңіздер, қолдан келгеннің бәрін жасаңыздар. Дәрігер басын изеді. Әрине, Үміт палатаға орналастырылды, бірақ ол ұлын сұрай берді. Дархан келді ме? Жоқ. Телефонын алды ма? Жоқ. Әкесі хабарласады деп айтты ма? Жоқ. Үміттің көзіне жас келді. Менің балам қайда жүр өзі? Сол түні Қайрат қатты ашуланды. Мен өз балама қалайша жетпеймін? Ханшайым үндемеді. Қайрат тағы қоңырау шалды. Жауап жоқ. Оның жұмыс орнының нөмірін білесің бе? Білмеймін. Қаладағы мекенжайын ше? Ханшайым бірден жауап бере алмады. Біз оның тұратын жеріне ешқашан барған жоқпыз. Қайрат оған таңғалып қарады. Қалайша? Ханшайым көзін төмен түсірді. Іссапармен жүргенде сол жақта қонақ үйде тұрамын дейтін. Кейде пәтер жалдайтынын айтатын. Қайраттың қабағы түйілді. Сонда 25 жыл бірге тұрып, өз күйеуімнің қаладағы нақты үйін білмейсің бе? Ханшайымның көзіне жас толды. Мен одан ешқашан күмәнданған емеспін. Қайрат үндемей қалды. Сол сәтте оның ішіне бір жаман күдік кірді. Бірақ ол күдікті дауыстап айтуға қорықты. Ертеңіне, Қайрат, мен Дарханды өзім іздеймін деді. Әке, сіз қайда барасыз? Оның қаладағы мекенжайын табамын. Ханшайым да бірге баруға шешім қабылдады. Олар Дарханның жұмыс орнына хабарласып, ақыры оның құжаттарында көрсетілген қалалық мекенжайын анықтады. Қайрат сол мекенжайды қағазға жазып алды. Барамыз. Ханшайымның жүрегі біртүрлі соқты. Әке, не болды? Дарханның үйіне осылай аяқ астынан баруым дұрыс па? Анаң ауруханада жатыр. Оның баласы телефонын алмай отыр. Біз оны іздеуге мәжбүрміз. Олар мекенжайға жетті. Қаладағы тыныш көшелердің біріндегі әдемі үйдің алдына келді. Қайрат есікке қарады. Осы ма? Иә. Ханшайымның жүрегі дүрсілдеп кетті. Қайрат есікті қақты. 1 рет, 2 рет, 3 рет. Есік ашылды. Ал есік алдында тұрған әйелді көргенде, Ханшайымның бойынан бір сәтке жан кеткендей болды. Әйел 40-тардың шамасында еді. Үстінде үйге киетін әдемі киімі бар. Артынан кішкентай қыз жүгіріп шықты. Әке, кім келді? Ханшайым қатып қалды. Қайрат та үнсіз тұрды. Сол сәтте үйдің ішінен Дархан шықты. Ол есік алдында әкесін көргенде өңі қашып кетті. Әке? Қайраттың көзі бірден оның жанындағы әйелге түсті. Сосын үйдің ішіне қарады. Қабырғада суреттер ілулі тұр. Дарханның әлгі әйелмен түскен суреттері, балалардың суреттері, отбасылық мерекелер, туған күндер, бақытты отбасының суреттері. Қайраттың қолы дірілдей бастады. Бұл не? Дархан үнсіз қалды. Мен сенен сұраптамын. Әлгі әйел абдырап. Дархан, бұл кім? Қайраттың дауысы дірілдеді. Мен оның әкесімін. Әйелдің жүзі өзгерді. Әкесі? Ханшайым бір қадам артқа шегінді. Ол үйдің ішіндегі суреттерге қарап тұрды. Бір суретте Дархан әлгі әйелдің белінен құшақтап тұр. Екінші суретте балалармен бірге. Үшінші суретте олардың отбасылық мерекесі. Ханшайымның көзінен жас ақты. Ол Дарханға қарап. Бұл кім? Дархан жауап бере алмады. Дархан, деп Қайрат ақырды. Әке, бәрін түсіндіремін. Нені түсіндіресің? Қайрат оны жағасынан ұстап. Сенің анаң ауруханада жатыр. Сен телефонымды неге алмайсың? Дарханның дауысы дірілдеді. Мен, ал мынау не? Үйдің ішіндегі әйел. Дархан, сен маған бәрін түсіндіремін деген едің. Ханшайымның жүрегі шымырлап кетті. Бәрін? Ол осы бір сөзді қайталап қана тұрды. Сол сәтте Қайрат Дарханға қарай ұмтылды. Сен 25 жыл бойы не істеп келдің? Дархан, әке, сабыр етіңіз. Сабыр ма? Қайраттың дауысы бүкіл көшеге естілді. Сенің әйелің 25 жыл бойы анаңа қарады. Түнде қасында отырды. Ауру кезінде төсек орнына дейін тазалады. Сен болсаң, ол сөзін аяқтай алмады. Көзіне жас толды. Ханшайым үнсіз жылап тұрды. Ал Дарханның үйіндегі әйел не болып жатқанын енді ғана түсіне бастағандай. Дархан, ол күйеуіне емес, Ханшайымға қарады. Бұл сіздің әйеліңіз бе? Ханшайым жауап бермеді. Оның орнына Қайрат. Иә, бұл менің келінім. Сенің 25 жыл бойы алдап келген әйелің. Үйдің іші бір сәтте тып-тыныш болып қалды. Ал сол тыныштықтың ар жағында 25 жыл бойы жасырылған шындықтың есігі ашылып қойған еді. Қайрат Дарханның үйінен әлі кеткен жоқ еді. Ол есік алдында үнсіз тұрған. Үйдің ішіндегі көрініске қараған сайын жүрегі қысылатын. Асылды ол танымайтын. Бұл әйелдің кім екенін де білмейтін. Бірақ қабырғадағы суреттерден ақ оның Дарханмен бірге ұзақ уақыт тұрғаны көрініп тұрды. Қайраттың ашуы біртіндеп шегіне жетті. Дархан? Дархан әкесіне қарады. Иә, әке, сенің анаң ауруханада жатыр. Дарханның көзі төмен түсті. Білемін.
Ал сенің әйелің Ханшайым ауылда 25 жыл бойы не істеді білесің бе? Дархан үндемеді. Қайраттың дауысы дірілдеп шықты. Сенің әке шешеңе қарады. Үйіңнің түтінін түтетті. Балаларыңды өсірді. Анаң төсекке таңылғанда 15 жыл бойы жанынан шықпады. Ол жұдырығын дейді. Асынды берді. Киімін деді. Үйінді ұстады. Анаңның ең ауыр күндерінде жанында болды. Қайраттың көзіне жас келді. Ал сен ше? Дархан үндемеді. Біз сені отбасың үшін жұмыс істеп жүр деп ойладық. Қайраттың дауысы қатайды. Сапар, делегация, жұмыс деп айлап кететінсің. Біз сені адал еңбек етіп жүр деп ойладық. Ол асыл тұрған жаққа қарады. Ал сен осында басқа елмен ойнас жасап жүр екенсің ғой. Дархан бірден әкесіне қарсы шықты. Асықпаңыз. Қайрат оған жалт қарады. Нені асықпауың керек? Асыл, менің ойнасым емес. Қайраттың қабағы түйілді. Онда кім? Дархан алғаш рет әкесінің көзіне тіке қарады. Менің әйелім. Үй ішін өлі тыныштық басты. Қайраттың өңі қашып кетті. Не дедің? Асыл, менің әйелім. Сенің... Қайрат бір сәт сөз таба алмай қалды. Мен басынан осы қызға үйленгім келген. Дархан сөзін жалғастырды. Мен сізге сол кезде де айттым. Мен Ханшайымды сүймеймін дедім. Менің жақсы көретін адамым бар дедім. Қайраттың ашуы одан сайын күшейді. Сонда менің сұрағым басқа. Ол Дарханға жақындады. Егер асыл сенің сүйген адамың болса, Ханшайымның өмірін не үшін құрттың? Дархан үндемей қалды. Неге оған 25 жыл айтпадың? Әке, неге? Мен қорықтым. Кімнен? Бәрінен. Қайрат ащы күлді. Сен қорықтың? Ол басын шайқады. Ал Ханшайым қорықпады ма? Дархан көзін төмен салды. Ол сенің анаңа 15 жыл қарағанда қорықпады ма? Білемін. Анаңның төсегін тазалағанда қорықпады ма? Әке, ал сен сол уақытта мына үйге келіп, басқа отбасыңмен өмір сүріп жүрдің. Дархан да ашуланды. Мен сізге айттым дедім ғой. Ал мен сенің әкеңмін. Сол үшін менің өмірімді өзіңіз шештіңіз. Қайрат бір сәтте Дарханның жағасынан ұстап алды. Сенің өміріңді шешкенім үшін өкінемін. Мен де өкінемін. Бірақ сен 25 жыл бойы Ханшайымды алдадың. Мен оны жақсы көрмедім. Жақсы көрмесең, неге ертерек айтпадың? Осы кезде Ханшайым араға түсті. Әке, Қайрат бұрылды. Қызым, болды. Ханшайым, сен шегін. Жоқ. Ол әкесінің қолын Дарханның жағасынан ақырын ажыратты. Қол көтермеңіз. Қайраттың көзіне жас келді. Қызым, ол сенің... Білемін. Ханшайымның дауысы өте сабырлы шықты. Бәрін естідім. Дархан оған қарады. Ханшайым оның көзіне ұзақ қарады. Бірақ ештеңе айтпады. Тек, әке, кетейік. Қайрат, қайда? Ауруханаға. Ол есікке қарай жүрді. Бір сәт тоқтап. Бұл үйде менің енді қалғым келмейді. Сөйтіп сыртқа шығып кетті. Қайрат оның артынан ерді. Екеуі ауруханаға қайта келді. Үміт палатада жатты. Ханшайым оның жүзіне қарағанда жүрегі шым етті. Осы әйелдің мінезі қанша жыл бойы оны ренжітсе де, соңғы 15 жылда Ханшайым оны тастамаған. Қазір Үміт ауру төсегінде жатыр. Ал оның ұлының жасағанын ол әлі білмейді. Ханшайым оның қасына отырды. Апа, Үміт көзін ашты. Келдің бе қызым? Е, Қайрат қайда? Осында. Қайрат ішке кірді. Үміт күйеуіне қарап. Не болды? Түрім бұзылып кетіпті. Қайрат жымиған болды. Ештеңе жоқ. Балам келді ме? Қайрат пен Ханшайым бір-біріне қарады. Ханшайым, е, келді. Көрдіңдер ме? Көрдік. Жұмысы қалай екен? Ханшайым, жақсы. Үміт күлімсіреді. Шүкір. Ол ұлының шындығын білмей жатыр еді. Сол түні Ханшайым аурухананың маңындағы шағын қонақ үйге орналасты. Үміт ауруханада жатқандықтан, оған ауруханадан алыс кеткісі келмеді. Қайрат та сол маңда қалды. Түн ортасы ауған кезде Ханшайым дәлізде Қайратты көрді. Ол орындықта жалғыз отыр. Кеудесін ақырын ұстап тұр екен. Әке? Қайрат бірден қолын түсірді. Не болды? Ештеңе. Жүрегіңіз ауырып тұр ма? Жоқ. Ханшайым оның жүзіне қарады. Сіз маған өтірік айтып тұрсыз. Қайрат жымиған болды. Қызым, шаршағаннан. Дәріге шақырайын. Жоқ. Неге? Үміт естіп қояды. Ханшайымның көзіне жас келді. Сіз өзіңізді де ойламайсыз. Қайрат, мен қалай ойлаймын? Ол ауыр күрсінді. Менің баламның істегеніне өзім ұялып отырмын. Әке, сенің алдында да ұялып отырмын. Сіз кінәлі емессіз, бірақ сені сол үйге мен апардым. Ханшайым оның қолын ұстап. Сол кезде сіз оның мұндай адам болатынын білген жоқсыз. Қайрат көзін сүртті. Білсем ғой. Түн ішінде Қайраттың жағдайы нашарлай түсті. Ол ауыр демала бастады. Ханшайым бірден қасына жүгірді. Әке, тыныш. Сізге дәрігер керек. Үмітке айтпа. Бірақ өтінемін. Ханшайым оның өтінішін орындады. Сол түні Ханшайым көз ілмеді.
Бір жағында енесі ауруханада, бір жағында әкесі қиналып жатыр. Ал оның күйеуі өзінің басқа отбасымен өмір сүріп келеді. Ханшайым терезеге қарап отырып жылады. Менің 25 жылым. Ол бұл сөзді бірнеше рет қайталады. Неге? Ертеңіне таңертең Дархан анасына келді. Ол палатаға кіргенде Үміттің көңілі көтерілді. Балам, апа. Дархан оның қасына отырды. Қалайсыз? Жақсымын. Дәрігер не деді? Үйге шығуға болады дейді. Дархан жеңіл дем алды. Шүкір. Үміт, жұмысың қалай? Жақсы. Қайда тұрып жүрсің? Дархан бір сәт кідірді. Пәтерде. Өз үйің жоқ па? Әзірге жоқ. Үміт басын изеді. Бәрі болады. Дархан анасының қолын ұстады. Апа. Иә, мен сізді қатты жақсы көремін. Үміт күлімсіреді. Мен де сені жақсы көремін, балам. Дарханның көзіне жас толды. Ол анасына шындықты айта алмады. Өйткені Үміттің жүрегі мұндай соққыны көтере алмайтынын білді. Дархан шығып кеткен соң Ханшайым оның артынан қарады. Қайрат та үндемеді. Екеуі де Үміттің көзінше ештеңе білдірмеді. Дархан кеткеннен кейін Қайрат тағы да кеудесін ұстап қалды. Ханшайым бірден жүгірді. Әке, ештеңе емес. Тағы басталды ма? Қайрат басын изеді. Ханшайымның жүрегі ауырды. Ол сол сәтте шешім қабылдады. Мен Дарханмен сөйлесемін. Қайрат, қызым, жоқ әке. Ашумен барма. Ашумен емес. Ханшайымның дауысы суық шықты. Жауап алу үшін барамын. Ертеңіне Ханшайым Дарханның үйіне барды. Есікті асыл ашты. Екеуі біраз үнсіз тұрды. Дархан бар ма? Бар. Дархан шықты. Ханшайым оған қарады. Неге? Дархан үндемеді. Неге мені 25 жыл алдадың? Мен жақсы көрмедім бе? Жоқ. Онда неге басынан айтпадың? Дархан үнсіз қалды. Мен сол кезде кетіп қалатын едім. Білемін. Балаларымды да өзіммен алып кетер едім. Ханшайым, сен менің өмірімді таңдауға мүмкіндік бермедің. Дархан көзін төмен салды. Кешір. Ханшайымның көзіне жас толды. Сенің кешірімің 25 жылды қайтармайды. Ол Дарханға жақындады. Менің сен үшін кеткен 25 жылым үшін мынау өте аз. Ханшайым Дарханға бір шапалақ берді. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Дархан үнсіз тұрды. Ханшайымның көзінен жас ақты. Мен сенің жолыңды бөгемес едім. Білемін. Сен асылды сүйсең, сонымен өмір сүрер едің. Ханшайым, ал мен өз өмірімді басқа жақтан бастар едім. Көзінен жас ақты. Мүмкін мен де бақытты болар едім. Дархан басын төмен салды. Ханшайым Асылға бұрылды. Асылдың көзінде жас тұр. Ханшайымның дауысы дірілдеді. Сен оның әйелінің бар екенін біле тұра, қалайша осылай жасадың? Асыл үнсіз қалды. Сен менің бар екенімді білдің бе? Асылдың көзінен жас шықты. Жоқ. Ханшайымның ашуы сәл басылғандай болды. Бірақ 25 жылдық жарасы әлі жазылған жоқ. Егер білмеген болсаң, сен де алданғансың. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сосын, бірақ менің жүрегім мұны дәл қазір түсіне алмай тұр. Ханшайым Асылға бір шапалақ берді. Бұл менің 25 жылдық өмірім үшін емес. Ол көз жасын сыртты. Бұл әйел ретінде жанымның ауырғанынан. Ханшайым есікке қарай беттеді. Бір сәт тоқтап, Дарханға қарады. Сен мұны әлі түсінбейсің. Ол терең дем алды. Бірақ бір күні менің көзіммен осы 25 жылға қарағанда өзіңнен өзің ұялатын боласың. Дархан үнсіз қалды. Ханшайым, мен сенің өміріңді бұзбаймын. Ол есікке беттеді. Бірақ енді сен де менің қалған өмірімді бұза алмайсың. Сөйтіп ол кетіп қалды. Ауруханаға қайтып келгенде Үміттің жағдайы жақсара бастаған еді. Бірнеше күннен кейін дәрігер, үйге шығуға болады деді. Үміт Ханшайымға ұзақ қарап. Қызым, иә апа, сен менімен бірге барасың ба? Ханшайымның көзіне жас келді. Апа, айт, мен Дарханмен бірге тұра алмаймын. Үміт үнсіз қалды. Біраздан кейін, мен түсіндім. Ханшайым таң қалды. Сіз бәрін білдіңіз бе? Үміт көзін жұмды. Ана жүрегі кей нәрсені сезеді. Ханшайым оның қолын ұстады. Мен сізді тастамаймын. Үміттің көзінен жас ақты. Сен мені келін болып емес, қыз болып күттің. Ханшайым да жылап жіберді. Ал сіз? Ол сөзін аяқтай алмады. Үміт оның қолын қысып, енді өзің үшін өмір сүр, қызым. Ханшайым алғаш рет осы сөзді естігенде, жүрегіндегі 25 жылдық ауыр жүктің бір бөлігі түскендей болды. Бірақ ең үлкен шындық әлі Үмітке толық айтылған жоқ еді. Ал Үміт бәрін білген күні не болмақ? Үміт ауруханадан шыққан күні ауылға қайтуға тура келді. Дәрігерлер оның жағдайын біраз тұрақтандырғанымен, толықтай күтімсіз қалдыруға болмайтынын ескертті. Дәрі-дәрмегі уақытында берілуі, тамағы бақылануы, көп жатпауға тырысуы керек еді. Қайрат көліктің артқы орындығына әйелін абайлап отырғызды. Ханшайым жанында отырды. Ол Үміттің сөмкесін, дәрілерін, киімдерін қайта-қайта тексеріп шықты. Мына дәріні түсте ішесіз апа. Жақсы қызым. Ал мынауын кешке. Жақсы.
Үміт Ханшайымға қарап күлімсіреді. Сен болмасаң мен не істер едім? Ханшайым үндемей қалды. Қайрат рөлде отырып, айнадан екеуіне қарап қойды. Оның жүрегінде бір ғана ой тұрды. Осы қыз 25 жыл бойы біздің отбасымыз үшін өмір сүріпті. Ал енді ол отбасыдан кеткелі тұр. Ауылға жеткен соң Қайрат әйелін үйге кіргізді. Ханшайым бәрін реттеп қойды. Жастығын дұрыстады, дәрілерін орнына қойды, ас әзірледі. Үмітті жатқызып, үстін жапты. Апа, бір нәрсе керек болса маған айтыңыз. Үміт оның қолын ұстап, сен кеткелі тұрсың ба? Ханшайым біраз үнсіз отырды. Иә апа. Үміттің көзіне жас келді. Қайда барасың? Әкеме, Дарханше? Ханшайым көзін төмен түсірді. Біз енді бірге тұрмаймыз. Үміт көзін жұмды. Ол бәрін түсінгендей еді. Қызым, иә, мен саған бір күні ауыр сөздер айтқаным үшін өкінемін. Ханшайымның көзінен жас ақты. Өткенді қозғамайық, бірақ менің жүрегімде қалды. Мен сізді кешірдім. Үміт оның қолын қысты. Сенің жүрегің кең екен. Ханшайым орнынан тұрды. Демалыңыз. Ол есікке қарай бет алды. Үміт, Ханшайым. Ханшайым бұрылды. Иә, мен сені сағынатын боламын. Ханшайымның ерні дірілдеді. Мен де сізді сағынамын. Ханшайым кеткеннен кейін үйдің іші бір түрлі босап қалды. Қайрат мұны бірден сезді. Бұрын үйде біреу үнемі қозғалып жүретін, дәрі дайын, тамақ дайын, киім таза, үй жинақы. Үміттің төсегі реттелген, дәрігерге баратын уақыт белгіленген. Бәрін Ханшайым жасайтын. Енді үнсіздік. Үміт бірнеше сағаттан кейін. Қайрат? Иә, Ханшайым қайда? Қайраттың жүрегі ауырды. Әкесінің үйіне кетті. Үміт көсінді. Үй тым тыныш болып қалды. Қайрат жауап бермеді. Өйткені ол да дәл солай сезінді. 2 күн өткен соң Дархан ауылға келді. Бірақ бұл жолы жалғыз емес еді. Оның жанында Асыл және балалары бар. Дархан көліктен түскенде Қайрат үйдің алдында тұрды. Әкесі ұлына ұзақ қарады. Асылдың да қысылғаны көрініп тұр. Балалар болса айналасына қызыға қарап тұрды. Дархан, әке? Қайрат үндемеді. Анамды көруге келдік. Қайрат есікті ашты. Кір. Бұл сөзді айту оған оңай болған жоқ, бірақ ол бәрібір айтты. Өйткені Дархан оның баласы. Қандай қателік жасаса да, әкесі оны бір жола сыртқа тебе алмады. Асыл балалармен ішке кірді. Үміт ұлын көргенде көзі жайнап кетті. Балам, апа. Дархан анасының жанына отырды. Қалайсыз? Жақсымын. Сосын Үміт Асылға қарады. Мынау кім? Дархан. Асыл. Үміт біраз үнсіз отырды. Асыл жақындап. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Үміттің көзі балаларға түсті. Бұлар балаларымыз. Үміт үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана. Келіңдер, қарақтарым. Балалар әжесіне жақындады. Үміт олардың бастарынан сипады. Көзінен жас шықты. Өйткені ол 25 жыл бойы бар екенін білмеген немерелерін алғаш рет көріп отыр еді. Қайрат сыртта тұрған. Ол Асылға қайта-қайта қарап қойды. Бұл әйел оның келіні. Ол мұны мойындауға мәжбүр, бірақ жүрегі қабылдай алмай тұрды. Қайрат өзін жұбатты. Бұл менің баламның таңдауы. Қандай жағдай болса да, ол менің балам. Сондықтан ол Асылды сыртқа теппеді. Балаларына да суық қарамауға тырысты. Бірақ бір нәрсе оның ішін өртеді. Үмітке қараған Асылдың қимылын бақылап отырды. Үміт дәрісін ішкісі келіп. Дархан, я апа, су берші. Дархан бірден су әкелді. Бірақ дәрісін қалай ішетінін, қай уақытта, қандай дәрі қабылдайтынын білмейді. Мынаны қашан ішесіз? Деп сұрады Асыл. Үміт, білмеймін қызым. Қайрат үндемей тұрып қалды. Осы сұрақты Ханшайымға айтудың өзі артық еді. Ханшайым бәрін жатқа білетін. Қай дәрі таңертең, қайсысы түсте, қайсысы кешке, қай кезде тамақтану керек, қай кезде дәрігерге көрсету керек. Ал Асыл мұның еш қайсысын білмейді. Түскі уақытта Үміт, бір нәрсе жегім келіп тұр деді. Дархан, не жегіңіз келеді? Жеңіл тамақ. Асыл ас үйге кірді. Біраздан кейін. Не пісірейін? Үміт ойланып. Ханшайым болса өзі білетін еді. Үй іші бірден тып-тыныш болып қалды. Асылдың жүзі өзгерді. Дархан үндемеді. Қайрат болса терең күрсінді. Үміт сөзін өзі де байқамай айтып қойған еді. Ол әрдайым менің не қалайтынымды білетін. Асыл ақырын. Мен де үйреніп аламын. Үміт оған қарады. Үйренесің. Бірақ дауысында бұрынғы жылылық болмады. Кешке Үміттің аяғы ауырлап орнынан тұру қиындады. Дархан, я апа, мені жатқызып жіберші. Дархан бірден орнынан тұрды. Бірақ анасының денесін қалай ұстауды білмеді. Қай жеріңізден ұстайын? Белімнен емес, ығымнан. Дархан абдырап қалды. Сол сәтте Қайраттың есіне Ханшайым түсті.
Ол осы әйелді күн сайын қалай көтеретін көрген. Тіпті үміттің қай жері ауырғанын айтпай-ақ білетін. Қай кезде жайлап бұру керегін, қай кезде аяғын көтеру керегін, қай кезде жастығын ауыстыру керегін. Қайраттың жүрегі сыздады. Ол ішінен біз Ханшайымның қадірін тым кеш түсініппіз деп ойлады. Түнде үміт ұйықтай алмады. Дархан, апа, Ханшайымға хабарластың ба? Дархан үндемеді. Жоқ. Неге? Апа, оған хабарлас. Дарханның жүзі өзгерді. Қазір ме? Иә. Не айтайын? Үміт көзін жұмып. Апаң сені сағынды де. Дархан телефонын қолын алды, бірақ қоңырау шалуға батылы жетпеді. Өйткені Ханшайымның дауысын естуден қорқатын. Сол түні Қайратта ұйықтай алмады. Ол аулаға шығып отырды. Көз алдына 25 жылдық өмір келді. Жас Ханшайым. Үйге келін болып түскен кезі. Үміттің ауыр мінезіне шыдағаны. Дарханның айлап іс сапарға кеткені. Балаларын жалғыз тәрбиелегені. Үміттің төсегіне таңылғаны. Оның күн сайын енесінің жанында отырғаны. Су бергені, тамақтандырғаны, киімін ауыстырғаны. Түнде ояң шыққаны. Жылаған ешкіме көрсетпегені. Қайрат көзін сіртті. Біз сені келіндеп көрдік. Ол жалғыз өзі сыбырлады. Ал сен бізге қыздан да жақын болыпсың ғой. Асылда біртіндеп қиындықты сезіне бастады. Ол балаларға қарау керек, үмітке қарау керек. Үй шаруасы бар. Бірақ үміттің күтімі оған ауыр боп шықты. Бір күні үміт дәретін ұстай алмай қалды. Асыл абдырап қалды. Дархан, не болды? Анаңыздың жағдайы? Дархан бөлмеге кіріп жағдайды көрді. Ол да не істерін білмеді. Қайрат сырттан кірді. Көз алдына осы көрініс түскенде жүрегі ауырды. Өйткені дәл осындай күндері Ханшайым ешқашан абдырап қалмайтын. Ол үнсіз ғана бәрін жинап, үмітті жуындырып, төсегін ауыстырып, киімін тазалап қоятын. Бір ауыз шағым айтпайтын. Қайрат сол сәтте Асылға қарап: Ханшайым, мұның бәрін жылдар бойы жалғыз істеді, деді. Асыл үнсіз қалды. Қайраттың даусы жұмсарды. Сенің қолынан келмейді деп тұрғаным жоқ. Ол күрсінді. Бірақ оның орнын ешкім бір күнде баса алмайды. Сол күні Дархан алғаш рет әкесінің алдында басын төмен салды. Әке? Иә. Мен Ханшайымның осынша нәрсені істегенін бұрын байқамаған екенмін. Қайрат оған қарады. Сен оның қадірін енді ғана түсініп келе жатырсың. Дарханның көзіне жас келді. Ол мені күткен еді. Иә. Ал мен... Қайрат сөзін аяқтатпады. Өткенде өзгерте алмайсың. Бірақ оның даусы қатты шықты. Ең болмаса, енді оның қалған өміріне қол сұқпа. Дархан үнсіз басын іздеді. Сол түні ол алғаш рет Ханшайымның үйдегі бос қалған орнын анық сезінді. Ал үмітте іштей бір нәрсені түсінді. Ханшайым бұл үйден кеткенде тек келін емес, осы отбасының жүрегі де бірге кеткен екен. Ауылдағы үйдің тіршілігі бұрынғыдай емес еді. Ханшайым кеткеннен кейін үйдің әр бұрышы оның жоқтығын сездіріп тұрғандай. Ас үйде бұрынғыдай ыстық тамақтың иісі шықпайды. Үміттің дәрілері уақытында дайындалмайды. Киімдері кейде бірнеше күн жиналмай жатады. Ал үміттің өзі де мұны байқап отырды. Бірақ ол үндемейтін, өйткені оның көңілінде де бір өзгеріс болған. Бұрын Ханшайымға айтқан әрбір ауыр сөзі енді өзіне қайта оралып жатқандай еді. Асыл алғашқы күндері барынша тырысты. Таңертең ерте тұрып, таңғы ас әзірледі. Үмітке шайын апарды. Апа, шайыңыз. Үміт кесеге қарап: Ханшайым менің шайымды бұлай бермейтін. Асылдың қолы тоқтап қалды. Қалай беретін? Жылтып береді. Мынауын суықтау екен. Асыл үндемей кесені алып кетті. Біраздан соң қайта келді. Үміт бір ұрттады. Енді дұрыс. Асыл үндемеді. Ол өзіне: ауыр жатқан адам ғой, айтқанына ренжімеуім керек деп қайта-қайта түсіндірді. Бірақ бұл тек бастамас еді. Күн өткен сайын үміттің мінезі ауырлай түсті. Асыл: Я апа, дәрімді әкелдің бе? Қазір әкелемін. Қазір дегенің не? Қазір дегенім 1 минуттан кейін. Ханшайым болса, мен сұрамай тұрып әкелетін. Асыл үндемей дәрісін алып келді. Міне. Үміт дәріге қарап: Су қайда? Міне су. Тамақтан кейін ішу керек еді. Тамақ ішіп алдыңыз ғой. Қай тамақ? Сорпа іштіңіз. Үміт қабағын түйді. Оны тамақ деп отырсың ба? Асылдың ішінен бір нәрсе үзілгендей болды. Бірақ ол тағы да үндемеді. Кешке Дархан жұмыстан келгенде Асыл үнсіз отырды. Не болды? Деді Дархан. Ештеңе. Түріңнен көрініп тұр. Бір нәрсе болды. Асыл біраз үнсіз қалды. Анаңызға қарау қиын екен. Дархан қабағын түйді. Неге? Мен қолдан келгенін жасап жүрмін. Білемін. Бірақ не істесем де көңілінен шықпайды. Дархан үнсіз қалды. Асылдың көзіне жас келді. Бүгін мені 3 рет Ханшайыммен салыстырды. Дарханның жүзі өзгерді. Не деді? Ханшайым былай істейтін еді, Ханшайым былай жасайтын еді деп. Ол көз жасын сүртті.
Мен оның орнын басуға келген жоқпын ғой. Дархан күрсінді. Анаңның мінезін білесің. Білемін. Сабыр ет. Асыл оған қарады. Мен де адаммын, Дархан. Бұл сөз Дарханды үнсіз қалдырды. Ертеңінде Үміт тағы да ашуланды. Асыл таңертең оның бөлмесіне кіргенде Үміт. Бүгін неге кештірдің? Балалар түнде ауырып, дұрыс ұйықтай алмадым. Менің шаруамды балалардан төмен қойдым ба? Асыл аң-таң болып қалды. Олай емес. Онда неге таңғы дәрімді уақытында келмедің? 2 минут қана кешіктім. Үміттің дауысы көтерілді. 2 минут. Апа, Ханшайым 25 жыл бойы менің 1 минутымды да күттірмейтін. Асылдың жүрегі ауырды. Мен Ханшайым емеспін. Үміт үндемей қалды. Асыл да өзінің бұл сөзін айтып қойғанына өкінді. Бірақ Үміттің жауабы одан да ауыр болды. Иә, ол суық қарап. Сен Ханшайым емессің. Асылдың көзіне жас толды. Мен де соны айтып тұрмын. Ол менің қанша жылдық келінім еді. Үміттің дауысы дірілдеді. Ал сен? Ол сөзін аяқтамай қалды. Бірақ Асыл бәрін түсінді. Сол күні түстен кейін Асыл үйдің ауласына шығып ұзақ жылады. Балаларының көзінше жылағысы келмеді. Сондықтан есіктің ар жағында тұрып көз жасын сүртті. Дархан оны сол жерден тауып алды. Асыл, ол бұрылмады. Асыл, не болды? Мен кеткім келеді. Дархан бірден, қайда? Қалаға. Қазір ме? Иә, анамның жағдайы нашар. Мен білем. Онда қалай кетесің? Асыл бұрылып күйеуіне қарады. Дархан, мен сенің анаңды жек көрмеймін. Білемін. Бірақ мен оның әр сөзін көтере алмаймын. Ауыр сөз айтса көмініңе алма. Асыл ащы жымиып. Саған оңай айту. Неге? Өйткені сен оның баласысың. Дархан үндемеді. Сен бөлмеңе кіресінде анаңмен сөйлесесің. Ол саған жылы сөйлейді. Ал мен күні бойы оның қасындамын. Ол саусақтарын қысып. Бір күні дәрісі кешікті. 2 минутқа. Сол үшін мені Ханшайыммен салыстырды. Кеше тамақ ұнамады. Бүгін таңертең балаларыммен түні бойы ұйықтамағанымды да түсінбеді. Асыл жылап жіберді. Мен де шашайым, Дархан. Дархан сол түні ұзақ ойланды. Ол анасының ауыр мінезін жақсы білетін. Бірақ бір нәрсені енді түсініп келе жатқан. Ханшайым бұл сөздердің бәрін 25 жыл бойы жалғыз көтерген. Тек сөз емес, Үміттің ауырған күндерін, төсекке таңылған жылдарын, күтімін, кейде түн ішінде шақырған, кейде ашыланған, кейде көңіл күйінің құбылғанын, бәрін. Ал Ханшайым ешкімге шағынданбаған. Дархан алғаш рет сол кезде ол қалай шыдады деп ойлады. Бірнеше күннен кейін Асыл қалаға кетудің амалын іздей бастады. Ол интернеттен пәтерлерді қарай бастады. Жұмыс орындарын іздеді. Балаларын мектепке, балабақшаға орналастыру мүмкіндігін қарастырды. Бірақ Дарханға бірден айтпады. Өйткені оның анасының жағдайы әлі ауыр екенін білді. Бір күні Асыл, Дархан, қаладағы пәтерімізді жалға бермей қояйықшы. Неге? Қайта өзіміз тұрайық. Дархан оған қарады. Сен шынымен кеткің келіп жүр ме? Иә. Анамды кім қарайды? Асыл үндемеді. Біраздан соң, мүмкін медбике жалдарымыз. Дархан бірден қарсы болды. Әкем келіспейді. Онда Ханшайымға хабарлас. Дарханның жүрегі шым етті. Не? Ол бәрін біледі. Ол енді бізбен бірге тұрмайды. Бірақ сенің анаңды ол менен әлдеқайда жақсы біледі. Дархан басын төмен салды. Асыл, мен Ханшайымның қадірін түсінбеймін деп ойлама. Ол күрсінді. Мен оның орнын баса алмаймын. Сол кезде бөлмеден Үміттің дауысы естілді. Асыл? Асылдың өңі бірден өзгерді. Бар. Қазір барсам тағы не дейді екен? Дархан, мен барайын. Жоқ. Асыл басын шайқады. Бұл менің міндетім. Ол бөлмеге кірді. Бірнеше минуттан кейін қайта шыққанда жүзі сұрланып кеткен. Дархан, не болды? Асыл жауап бермеді. Тек, мен қалаға кетуге шешім қабылдадым. Асыл, мен балаларымды алып кетем. Ал мен, сен қал. Дарханның жүрегі ауырды. Сен мені тастап кеткелі тосын ба? Асыл көз жасын сүртіп. Жоқ. Ол күйеуіне ұзақ қарады. Мен сенің анаңнан қашырыққан жоқпын. Онда мен өзімді жоғалтып алудан қорқыптамын. Дархан үнсіз қалды. Асыл, сен 25 жыл бойы бір әйелдің өмірін құтып алдым. Асыл, енді мен де сол үйде өз өмірімді жоғалтқым келмейді. Бұл сөз Дарханға қатты батты. Өйткені Асылдың сөзі Ханшайымның 25 жылдық өмірін есіне салды. Сол түні Дархан ауыл сыртындағы қара жолмен ұзақ жүрді. Ол алғаш рет екі әйелдің арасында тұрғанын түсінді. Бір жағында өмір бойы сүйген Асыл, екінші жағында өз анасына 25 жыл қараған Ханшайым.
Ал екеуінің арасында өзінің жасаған қателігі тұр. Дархан телефонды қолына алды. Ханшайымның нөмірін ашты. Қоңырау шалмақ болды. Бірақ батылы жетпеді. Телефонды қайта қойды. Біраздан соң қайта алды. Бұл жолы хабарлама жазды. Ханшайым, анамның жағдайын сұрайын деп едім. Жазды да өшірді. Қайта жазды. Сен дұрыс екенсің. Оны да өшірді. Ақырында телефонды қалтасына салып қойды. Өйткені кейбір сөздерді айтуға тым кешеді. Ал Ханшайым болса, сол уақытта әкесінің үйінде өз өмірін қайта бастау туралы алғаш рет шындап ойланып отырған. Ол әлі Дарханның Асылмен бірге ауылға келгенін, Асылдың да бұл өмірге шыдай алмай бара жатқанын білмейтін. Ал ауылдағы үйде тағы бір үлкен өзгеріс жақындап келе жатты. Үміттің Ханшайымды сағынуы күн сайын күшейіп, бір күні ол өз қолымен ұлына, маған Ханшайымды тауып бер деп айтуға мәжбүр болатын еді. Ауылдағы үйдің тыныштығы күн өткен сайын ауырлай берді. Үміттің жағдайы бірде жақсарып, бірде қайта нашарлайтын. Ал Асыл қанша тырысқанымен енесінің көңілінен шыға алмады. Бір күні таңертең Үміт көзін ашқанда бөлмеде ешкім жоқ еді. Асыл, жауап болмады. Асыл! Біраздан кейін Асыл асығып кірді. Е апа, дәрім қайда? Үстелдің үстінде. Неге өзін әкелмедің? Балаларға таңғы ас дайындап жатыр едім. Үміт қабағын түйді. Ханшайым болса, Асылдың жүзі өзгерді. Апа, өтінемін. Үміт оның сөзін бөлді. Не өтінемін? Мен үнемі Ханшайыммен салыстырмаңызшы. Үміт үнсіз қалды. Асыл да бірден өкініп, кешіріңіз. Сен шаршадың ба? Иә. Онда кет. Асыл аң-таң болып қалды. Қайда? Қалаға. Асылдың көзіне жас келді. Мен де солай ойлап жүредім. Үміт оған ұзақ қарады. Сен бұл үйде қала алмайсың. Асыл үндемеді. Менің мінезім саған ауыр. Иә. Ал Ханшайым көтерді. Бұл жолы Үміттің дауысы бұрынғыдай ашулы емес, өкінішке толы еді. Мен оның қадірін тым кешкілдім. Сол күні Дархан жұмыстан келгенде Асыл оған бәрін айтты. Мен қалаға кеткім келеді. Дархан үнсіз отырды. Анам өзі де айтты. Не деді? Қалаға кет деді. Дархан анасының бөлмесіне кірді. Апа, келдің бе? Асыл қалаға кеткісі келеді. Үміт көзін жұмды. Білемін. Сіз ренжімейсіз бе? Жоқ. Біраз үнсіздіктен кейін Үміт, ол менің күтушім болуға міндетті емес. Дархан анасының жүзіне таңғала қарады. Апа, Ханшайым да міндетті емес еді. Дарханның жүрегі шым етті. Үміт, бірақ ол қалды. Дархан анасының кетады. Апа, сіз Ханшайымды шынымен сағынып жүрсіз бе? Үміт көзін ашты. Сағындым. Бұл сөзді айту оған өте ауыр болды. Ол кеткеннен бері иімнің іші босап қалғандай. Дархан үндемеді. Мен оған қанша ауыр сөз айттым. Үміттің көзінен жас ақты. Ал ол маған бір ретте жамандық тілемеді. Дархан басын төмен салды. Апа, оған қоңырау шал. Дархан селк ете қалды. Мен бе? Иә, ол менімен сөйлеспеуі мүмкін. Үміт, сенің міндетің қоңырау шалу. Дархан телефонды қолына алды. Ханшайымның нөміріне ұзақ қарады. Ақыры қоңырау шалды. 1 рет, 2 рет, 3 рет. Жауап болмады. Дархан телефонды түсірді. Үміт, алмады ма? Жоқ. Тағы шал. Дархан қайта қоңырау шалды. Бұл жолы телефон көтерілді. Алло, Ханшайымның дауысы. Дарханның жүрегі дүсілдеп кетті. Ханшайым, ар жақта үнсіздік. Не болды? Анам сізбен сөйлескісі келеді. Ханшайым біраз үнсіз тұрды. Қазір ме? Иә. Телефонды Үмітке берді. Қызым, Ханшайымның көзіне жас келді. Иә апа, қалың қалай? Жақсымын. Үміт үнсіз қалды. Сосын ақырын. Мен сені сағындым. Ханшайым еріксіз жылап жіберді. Мен де сізді сағындым. Үйге келші. Ханшайым жауап бере алмады. Қызым, мен бұрын саған көп ауыр сөз айттым. Өткен өтті апа. Жоқ. Үміттің дауысы дірілдеді. Өткен өтпейді екен. Ол терең дем алды. Сен кеткен соң түсіндім. Ханшайым көз жасын сүртті. Нені? Сен менің келінім емес, осы үйдің тірегі екенсің. Ханшайым үнсіз жылады. Келесі күні Ханшайым ауылға баруға шешім қабылдады. Бірақ Дархан үшін емес, Үміт үшін. Ол ауылға келгенде Қайрат есік алдында қарсы алды. Қызым, Ханшайым әкесіне қарап жымиып, апаға келдім. Қайраттың көзіне жас толды. Кел. Үміт Ханшайымның келгенін естігенде орнынан тұруға тырысты. Ханшайым келді ме? Иә. Ханшайым бөлмеге кірді. Үміт оған қарап ұзақ отырды. Сосын, келші. Ханшайым жақындады. Үміт оның қолынан ұстап, мені кешірдің бе? Ханшайым көзін төмен түсірді. Мен сізді баяғыда кешіргенмін. Ал өзіңше? Не? Өзіңді кешірдің бе? Ханшайым жауап бере алмады. Үміт, сен 25 жыл бойы бәрімізді ойладың.
Ол Ханшайымның қолын қысты. Енді өзіңді ойла. Сол сәтте есік алдында Дархан тұрды. Ол анасының сөздерінің бәрін естіді. Ханшайым оған бұрылып қарады. Екеуінің көздері түйісті. Дарханның айтқысы келген сөзі көп еді, бірақ Ханшайымның көзқарасы бәрін тоқтатты. Бұл бұрынғы Ханшайым емес еді. Бұрын ол Дарханнан жылы сөз күтіп қарайтын. Қазір оның көзінде тек сабыр бар. Дархан ақырын: "Рахмет. Ханшайым, не үшін? Анам үшін келгеніңе?" "Ханшайым, ол менің енем ғана емес. Ол үмітке қарады. Ол менің өмірімнің 25 жылында бірге болған адам." Дархан басын төмен салды. Ал сол күні кешке Асыл қалаға кететін көлігін дайындап жатты. Балаларының киімдерін жинады. Дархан оған: "Қашан қайтасың?" Асыл ұзақ үнсіз тұрды. "Білмеймін. Мен сені жібергім келмейді. Мен де сені тастап кеткім келмейді." "Онда неге?" Асыл көз жасын сүртті. "Өйткені мен сенің анаңмен бір үйде тұрып, күн сайын өзімді кінәлі сезінемін." "Дархан, сен кінәлі емессің. Мүмкін." Асыл терең дем алды. "Бірақ мен Ханшайымның орнын баса алмаймын." Дархан оған қарады. "Ешкім оның орнын баса алмайды." Асылдың жүрегі ауырды. Осы сөздің ішінде Дарханның өзі де Ханшайымның қадірін мойындап тұрғанын сезді. Асыл қалаға кетіп бара жатқанда Дархан ауылда қалды. Үміттің қасында Ханшайым отырды. Қайрат сыртта үнсіз жүр. Дархан терезеден анасына қарап тұрды. Бір кезде Үміт: "Дархан." "Иә апа, сен бір нәрсені түсіндің бе?" "Нені?" Үміт Ханшайымға қарап: "Кей адамдардың қадірін олар қасында жүргенде түсінбейсің. Ол күрсінді. Жоғалтқанда ғана түсінесің." Дарханның көзіне жас келді. "Үміт, сен Ханшайымды жоғалттың." Дархан жауап бере алмады. "Енді оның қайтып келуін күтпе." Ханшайым Үмітке таңырқап қарады. Үміт оның қолын қысып: "Егер қайтып келсе де, келін болып емес, өз еркімен келсін." Бөлме іші үнсіз қалды. Ал Дархан сол сәтте 25 жыл бойы бірінші рет шын мәнінде қорықты. Өйткені ол Ханшайымның өзін әлі де жақсы көретін шығар деп ойлаған. Бірақ енді оның жүрегінде өзі үшін орын қалмаған болуы мүмкін екенін түсінді. Ал қалаға кеткен Асылдың алдында да күтпеген сынақ тұр еді. Үміттің "үйге келші" деген сөзі Ханшайымның жүрегінде бірнеше күн бойы жаңғырып тұрды. Ол бұл сөзді естігенде баяғы Ханшайым сияқты бірден жүгіріп барып енесінің жанынан табылғысы келді. Бірақ енді ол бұрынғы әйел емес еді. 25 жыл бойы өзгенің көңілін ойлап, өз қалауын кейінге сырт керген Ханшайым алғаш рет өз өміріне сырттай қарап үйрене бастаған. Ол Үмітті жақсы көретін. Қанша ауыр сөз естісе де, қанша қорлық көрсе де, енесін жек көріп кете алмады. Бірақ қайтадан сол үйге келіп, бұрынғыдай өмір сүруге де жүрегі дауаламайтын. Сондықтан ол бір шешімге келді. Үміттің үйіне келіп, бәрін өз аузымен түсіндіру керек. Ертеңінде Ханшайым ауылға барды. Үйдің алдына келгенде біраз уақыт есік алдында тұрып қалды. Осы үйде оның 25 жыл өткен. Осы табалдырықтан жас келін болып кірген. Осы үйден балаларын өсірген. Осы үйде талай түнді ұйқысыз өткізген. Осы үйде жалғыз қалған күндері де болған. Енді ол сол есікті бұрынғыдай ашпайтынын жүрегі сезіп тұрды. Қайрат оны көріп: "Келдің бе қызым?" "Иә әке, анаң сені күтіп отыр." Ханшайым басын изеді. "Мен де анаммен сөйлесуге келдім." Қайрат оның жүзінен бір өзгерісті байқады. Бұрын Ханшайымның көзінде қорқыныш болатын, қазір сабыр бар. Бұрын біреудің көңілін қалдырмауға тырысатын, қазір өз ойын ашық айта алатын. Қайрат іштей: "Қызым өз-өзін қайта тауып келеді" деп қуанды. Ханшайым Үміттің бөлмесіне кірді. Үміт оны көргенде жүзі жадырап кетті. "Ханшайым, сәлеметсіз бе апа? Келші выйрыр." Ханшайым төсектің жанына отырып, енесінің қолын ұстады. Үміт біраз уақыт оның жүзінен көз алмай қарады. "Үйге келдің бе?" Ханшайым керең дем алды. "Апа, мен сізбен сөйлесуге келдім." Үміттің жүзі бірден өзгерді. "Не болды?" "Ештеңе болған жоқ." "Онда неге бұлай сөйлеп отырсың?" Ханшайым жымиып: "Өйткені мен сізге бәрін өзім айтуым керек деп ойладым." Үміт үндемеді. "Апа, мен сізді тастап кеткен жоқпын." Үміттің көздері жасаурады. "Білемін. Мен сізге әлде қарайласамын, қызым. Бірақ мен бұл үйде бұрынғыдай келіп тұра алмаймын." Үміт көзін жұмды. Ол бұл сөзді іштей күткен, бірақ бәрібір жүрегіне ауыр тиді. "Неге?" Ханшайым сабырмен жауап берді. "Өйткені менің өмірім енді басқа бағытқа бұрылды." Үміт үнсіз қалды. "Мен енді өзімді де ойлағым келеді." "Сен бұрын өзіңді ойламадың ба?" Ханшайым ащы жымиып: "Жоқ апа." Ол алғаш рет бұл сөзді ашық айтты. 25 жыл бойы өзімді ұмытып кетіппін." Үміттің көзіне жас толды. Ханшайым жалғастырды: "Мен сізге ренжіп отырған жоқпын, Дарханға да кек сақтап отырған жоқпын.
Үміт оның қолын қысты. Бірақ Дарханның жанында енді болмаймын. Бұл сөз бөлме ішін ауыр тыныштыққа батырды. Үміт, баламнан бір жала кетесің бе? Иә. Асыл бар болған үшін бе? Ханшайым басын шайқады. Жоқ. Онда не үшін? Өйткені менің өмірімде енді меніңге таңдауым болу керек. Үміт үнсіз жылады. Ханшайым оның көз жасын сүртті. Апа, Асыл бар. Ол Дарханның әйелі. Иә. Сондықтан мен оның өміріне араласқым келмейді. Ханшайым бір сәт кідірді. Екі әйел бір үйде өмір сүре алмайды. Әсіресе бәрі осындай жағдайда болғаннан кейін. Үміт басын төмен салды. Асыл саған жамандық жасады ма? Жоқ. Онда ол да өз өмірін сүргісі келеді. Ханшайым күрсінді. Мен Асылдың орнында болсам, бәлкім мен де солай істер едім. Үміт оның сөзіне таңғалды. Сен оны кешірдің бе? Мен оны кінәлай алмаймын. Бірақ ол сенің күйеуіңмен. Апа. Ханшайым ахан ғана. Ол үшін жауап беретін адам Дархан. Үміт көзін жұмды. Ханшайымның бұл сөзінде кеш жоқ еді. Тек шындықла бар еді. Мен сізге кейде келіп тұрам, деді Ханшайым. Үміт бірден, кейде? Иә, күнде емес пе? Ханшайым басын шайқады. Күнде келсем, қайтадан бұрынғы өміріме түсіп кетемін. Үміттің жүрегі ауырды. Бірақ ол бұл жолы Ханшайымды тоқтатпады. Өйткені алғаш рет өзінің келінінің емес, өз алдына, жеке өмірі бар әйелдің алдында отырғанын түсінді. Не істеп жүрсің? Ханшайымның жүзі жадырады. Балаларға өнер үйірмесін жүргізіп жүрмін. Саған ұнай ма? Өте. Бұрында ұнайтын ба? Ханшайым күлімсіреді. Иә, неге айтпадың? Ханшайым біраз үнсіз отырды. Үйдегі шаруалардан босай алмадым. Үміттің жүрегі шым етті. Мен сені босатпадым ба? Ханшайым жауап бермеді. Оның үнсіздігі бәрінен де ауыр еді. Үміт көз жасын сүртті. Кешір мені. Кешірдім, апа. Сол кезде есік сыртында Дархан тұрған. Ол әңгімелердің біразын естіген. Ханшайымның Дарханның жанында енді болмаймын деген сөзі жүрегіне қадалды. Ол бөлмеге кірмек болды, бірақ кірмеді. Өйткені алғаш рет Ханшайымның шешіміне құрмет көрсету керектігін түсінді. Ал қалада Асылдың сынағы жалғасып жатты. Ол жұмысқа орналасқанмен жағдайы оңай болмады. Таңертең балаларын мектепке, балабақшаға апарады. Содан кейін жұмысқа асығады. Кешке шаршап келеді, үй жинайды, тамақ әзірлейді, балаларының сабағына қарайды, түнде ұйықтай алмайды. Бір күні оның үлкен баласы: "Анашым, біз ауылға қайтпаймыз ба?" Асыл жүрегі ауырып: "Неге?" "Әжемді сағындым." Асыл үнсіз қалды. "Қай әже?" "Әкемнің анасы." Асылдың жүрегі шым етті. Баласы Үмітті қатты жақсы көріп қойған еді. "Сағынсаң, әкеңмен барып көресің. Сен бармайсың ба?" Асыл жауап бере алмады. Сол түні ол Дарханға қоңырау шалды. "Қалайсың?" "Жақсымын, өзіңше?" "Шаршап жүрмін." "Балалар?" "Жақсы." Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Асыл: "Анаң қалай?" "Жақсырақ." "Ханшайым келді ме?" Дарханның жүрегі шым етті. "Иә." "Не деді?" Дархан біраз үнсіз қалды. "Ол енді бізбен тұрмайды." Асыл көзін жұмды. "Мен солай боларын сезгенмін. Ол анама кейде келіп қарайласып тұратынын айтты." "Ал саған?" Дархан ауыр күрсінді. "Маған емес." Асыл үнсіз қалды. "Ол менің жанымда болмайтынын ашық айтты." Бұл сөзді естігенде Асылдың жүрегінде біртүрлі сезім пайда болды. Ол жеңгендей емес, керісінше ауыр бір шындықтың алдында тұрғандай еді. Бірнеше аптадан кейін Ханшайымның өнер үйірмесіне ауданнан арнайы комиссия келді. Олар оның балалармен жұмысын көрді. Сабақ соңында бір әйел: "Ханшайым, сіздің талантыңыз бар екен." Ханшайым күлімсіреді. "Рахмет. Сіз неге осы уақытқа дейін өзіңізді көрсетпедіңіз?" Ханшайым біраз үнсіз қалды. Сосын: "Отбасым болды." Әйел: "Ал енді?" Ханшайым айналасына қарады. Балалар күліп жүр. "Енді менің де өз арманым бар." Осы сөзді айтқанда оның жүзі ерекше жарқырады. Көп ұзамай Ханшайымға қалалық мәдениет үйінен тұрақты жұмыс ұсынылды. Оған балалар шығармашылығы бөлімінен қызмет бермек болды. "Қайрат, қызым, қабыл ал." Ханшайым: "Әке, мен қорқып тұрмын." "Неден?" "25 жыл үйде отырған әйел ретінде мені кім қабылдайды?" Қайрат күліп: "Сен 25 жыл үйде отырдың." Ол қызын құшақтады. "Бірақ сен 25 жыл бойы адамдарға қажет нәрсені үйрендің." "Не нәрсені?" "Сабырды." Қайрат жымиып: "Енді сол сабырыңды өз арманыңа жұмса." Ханшайым көз жасын сүртті. "Жақсы." Ал дәл сол күні Дархан қалаға келген. Ол Ханшайым жұмыс істейтін мәдениет үйінің алдында ұзақ тұрды. Ішке кірмеді. Терезеден қарағанда Ханшайым балалармен бірге күліп тұрған. Бұрын ол әйелді мұндай күйде көрмеген. Дарханның жүрегінен
Мен оны 25 жыл бойы үйдің қабырғасына қамап қойыппын деген ой өтті. Ол кері бұрылды. Бұл жолы оның артынан бармады. Өйткені Ханшайымның жаңа өмірін бұзуға қақысы жоқ екенін түсінді. Ал алыстан қарап тұрған Асыл да сол сәтте Ханшайымды көріп қалды. Ол да тоқтап қалды. Ханшайым бұрынғы Ханшайым емес еді. Ол енді біреудің әйелі немесе біреудің келін ретінде емес, өз атымен танылып келе жатқан әйел еді. Ал Асылдың алдында өзінің жеке сынағы енді ғана басталатын. Асыл қалада біраз уақыт жалғыз жүріп, көп нәрсені түсінді. Басында ол ауылдан кетуді жеңілдік деп ойлаған. Енді ешкім маған ауыр сөз айтпайды. Ешкім мені Ханшайыммен салыстырмайды деп ойлаған. Бірақ уақыт өте келе қаладағы жалғыздық та оған оңай тимеді. Балалардың әкесін сағынуы, өздерінің ауылдағы әжесін сұрауы, Дарханның анасының жанында жалғыз қалуы, бәрі Асылдың көңілін мазалай бастады. Бір күні үлкен баласы: «Анашым, әкем қашан келеді?» деп сұрады. Асыл үндемей қалды. «Әкем ауылда ма?» «Иә». «Әжем де сонда ма?» «Иә». «Бала, онда біз неге мұнда тұрамыз?» Асылдың жүрегі шым етті. Ол баласына жауап бере алмады. Сол түні Асыл ұзақ ойланды. Ол Ханшайымның орнын баса алмайтынын түсінді. Бірақ бұл оның үмітке мүлде қарамай қоя алатынын білдірмейтін. Келесі күні Асыл Дарханға қоңырау шалды. «Дархан». «Иә, мен үйге қайтқым келеді». Дархан біраз үнсіз қалды. «Қай үйге?» «Ауылға». «Нақты шештің бе?» «Иә». «Анаммен бірге тұруға дайынсың ба?» Асыл терең дем алды. «Дайынмын деп айта алмаймын». «Онда, бірақ тырысып көремін». Дарханның дауысы жұмсарды. «Рахмет». Асыл бірден: «Бірақ бір нәрсені түсін». «Не?» «Мен Ханшайым бола алмаймын». Дархан үндемеді. «Мен оған ұқсауға да тырыспаймын. Менмін. Білемін. Анаңа қолынан келгенше қараймын, бірақ менің де шегім болады». «Дархан, бұл жолы мен сені жалғыз қалдырмаймын». Асыл алғаш рет жеңіл тыныс алды. Асыл ауылға балалармен бірге қайтып келгенде, Қайрат оны үнсіз қарсы алды. Үміт төсегінде жатты. Асыл бөлмеге кіріп: «Сәлеметсіз бе, апа?» Үміт біраз уақыт оған қарап отырды. «Қайтып келдің бе?» «Иә». «Қиналып қайттың ба?» «Біраз нәрсені түсініп қайттым». Үміт үндемеді. Асыл оның жанына отырды. «Мен сізге қараймын». Үміттің көзі жасаурады. «Ханшайым сияқты ма?» Асыл ақырын басын шайқады. «Жоқ». Үміт таңғалды. «Неге?» «Өйткені мен Ханшайым емеспін». Асылдың дауысы дірілдеді. «Ол сіздің 25 жылыңызды көтерді. Мен оның орнын баса алмаймын». Үміт көзін жұмды. «Оны енді түсіндім». Сол күннен бастап Асыл шын мәнінде тырыса бастады. Үміттің дәрілерін уақытында берді, тамақтарын дайындады, киімдерін ауыстырды, төсегін жинады. Кейде Үміттің ауыр сөздеріне ренжісе де, бірден кетіп қалмайтын болды. Бір күні Үміт: «Ханшайым болса, менің аяғымды да өзі уқалайтын». Асылдың қолы тоқтап қалды. Бұрынғыдай ашуланбай: «Мен де үйренемін, апа». Үміт оған қарады. Бұл жолы ол Ханшайымды айтпады. «Жарайды, қызым». Осы бір ғана сөз Асылдың жүрегін елжіретті. «Қызым». Үміт оған алғаш рет осылай айтты. Бірақ Асыл іштей бір шындықты мойындады. Ханшайымның орнын ешкім баса алмайды. Бір күні ол Үміттің киімдерін реттеп отырып, шкафтан Ханшайымның ескі орамалын тауып алды. Орамалды қолына ұстап ұзақ отырды. Үміт: «Оны Ханшайым әкелген». «Білемін. Жақсы көретін едім». Асыл ақырын: «Ол сізді қатты жақсы көрген». Үміттің көзіне жас толды. «Мен оған соны көрсете алмадым». Асыл: «Кейде адам қасындағының қадірін тым кеш түсінеді». Үміт оған қарап: «Сен де соны түсіндің бе?» Асыл басын изеді. «Иә». Ал бұл кезде Ханшайымның өмірі мүлдем басқа бағытта өзгеріп бара жатты. Ол балалар өнер мектебіндегі жұмысын ерекше ықыласпен атқарды. Алғашында қарапайым үйірме жетекшісі болған, кейін бөлім меңгерушісі болды. Балалардың жетістіктері көбейді. Оның тәрбиеленушілері аудандық, облыстық байқаулардан жүлде ала бастады. Бірнеше ата-ана арнайы келіп: «Ханшайым апай, баламыз сіздің арқаңызда сахнаға шықты. Сізге рахмет» дейтін. Ханшайым әр жолы: «Баланың өз таланты бар, мен тек соған жол аштым» деп жауап беретін. Бір күні директор зейнетке шығатынын айтты. Ұжым жиналысқа жиналды. Сол жерде басшылық: «Жаңа директор ретінде Ханшайым Амангелдіқызы ұсынамыз». Ханшайым аң-таң болып қалды. «Мені ме?» «Иә, бірақ сіз бұл мектептің жұмысын ішінен білесіз. Ұжым сізді құрметтейді, балалар сізді жақсы көреді». Ханшайымның көзіне жас келді. Ол 25 жыл бұрынғы өзін есіне алды. Жас келін, арманы бар қыз, бірақ сол армандарын бірінен соң бірін кейінге қалдырған. Ал қазір оған өнер мектебін басқару ұсынылып отыр. Ханшайым бұл жаңалықты Қайратқа айтқанда, әкесі оны құшақтап:
Мен сенің осы күнді көретініме сендім. Әке, менің қолымнан келеді ме? Сен 25 жыл бойы бір отбасының бүкіл тіршілігін алып шықтың. Қайрат күлімсіреді. Бір мектепті басқару саған қиын болмайды. Ханшайым күліп жіберді. Әке, сіз бәрін оңай қылып айтасыз. Өйткені мен сенің қандай адам екеніңді білемін. Ханшайым директор болып тағайындалғаннан кейін ең бегет бірінші жасаған ісі балаларға арналған тегін үйірмелер ашу болды. Өйткені ол өнерге қабілеті бола тұра, мүмкіндік таппаған балаларды жақсы түсінетін. Ақшасы жоқ баланың таланты өшіп қалмау керек деді ол ұжымға. Оның жұмыс туралы аудан көлемінде жақсы пікір тарай бастады. Ханшайымға сұхбатқа шақырулар келе бастады. Ол енді үйден шығарда ешкімнен мен қайда барамын деп рұқсат сұрамайтын. Өзі шешім қабылдайтын, өзі ақша табатын, өзі балаларын қамтамасыз ететін. Бір күні Ханшайымның балалары анасының жаңа қызметін көріп, «Анашым, енді сіз директорсыз ба?» «Иә, біз сізбен мақтанамыз». Ханшайым олардың маңдайынан сүйді. Оның көзіне жас келді. Бұрын балаларына барлық жағдайды жасау үшін өзін ұмытып жүрген. Енді ол балаларын өз еңбегімен жеткізетін жағдайға жетті. Оларға жақсы киім алып берді, оқу құралдарын өзі сатып алды, үйдің қажетіне өзі ақша тапты. Бірақ ең маңыздысы, балалар анасының бақытты екенін көрді. Бір күні Дархан Ханшайымның жаңа қызметке тағайындалғанын естіді. Ол оған қоңырау шалмады, тек әлеуметтік желідегі жаңалықты оқып отырды. Өнер мектебінің жаңа директоры Ханшайым Амангелдіқызы. Дархан ұзақ қарап отырды. Ол бұрынғы Ханшайымның суреттерін есіне түсірді. Жас келін, қолында баласы, көзінде шашау, ал қазір көзінде сенім бар. Дархан ішінен, мен оның өмірін 25 жылға тоқтаттым, бірақ ол бәрібір қайта тұрды деп ойлады. Ауылда Асыл да Үміттің жанында отырды. Үміт. Ханшайым директор болыпты. Асыл күлімсіреді. Естідім, сен қызғанбайсың ба? Асыл біраз үнсіз отырды. Жоқ. Неге? Асыл Үміттің көрпесін түсеп. Өйткені ол оған лайық. Үміт көзіне жас алды. Сен де жақсы келін болдым. Асыл басын шайқады. Мен жақсы болуға тырысып жүрмін, сосын ақырын ғана. Бірақ Ханшайымдай бола алмаймын. Үміт оның қолын ұстап. Болма. Асыл таңғап қарады. Не? Ханшайымдай болуға тырыспа. Үміт жымиып. Өзім бұл. Асылдың көзінен жас ақты. Бұл сөз оған үлкен жеңілдік әкелді. Сол кеште Үміт терезеге қарап жатып, Ханшайымға қоңырау шалсам ба екен? Асыл. Шалыңыз. Үміт. Ол бос емес шығар. Асыл. Ол бәрібір сіздің дауысыңызды естігеніне қуанады. Үміт телефонды алды. Ханшайым қоңырауды көтерді. Я апа? Үміт күлімсіреді. Директор ханым, жұмысыңыз қалай? Ханшайым күліп жіберді. Жақсы апа. Балалар жақсы ма? Жақсы. Өзің шаршамай жүрсің де? Аздап. Үміт. Өзіңді күт. Ханшайымның жүрегі жылып кетті. Өйткені бұрын Үміт одан үйдің жұмысы бітті ме деп сұрайтын. Енді өзіңді күт деп отыр. Ханшайым көз жасын сыртты. Жақсы апа. Үміт. Қашан келесің? Ханшайым күлімсіреді. Демалыста барып сізге қарайласамын. Үміт. Күтемін. Қоңырау аяқталшайында Ханшайым ұзақ уақыт телефонға қарап отырды. Ол өткенді қайтара алмайтынын білді. Бірақ енді оның болашағы өз қолында еді. Ал ауылдағы Үміт те, Қайрат та, Дархан да бір нәрсені анық түсінген еді. Ханшайым енді ешкімнің көлеңкесінде өмір сүрмейді. Ол өз өмірінің басты кейіпкеріне айналды. Ауылдағы үйде соңғы уақытта бір түрлі тыныштық орнаған еді. Үміттің жағдайы біршама түзелген. Асыл оның жанында қалып, дәрісін уақытында беріп, тамағын жасап, күнделікті күтімін өз мойнына алған. Бірақ оның жүрегінде бір адамға қатысты айтылмаған сөзі бар еді. Ол Ханшайым. Асыл Ханшайымның енді бұрынғыдай емес екенін көріп жүрді. Ол өзгерген. Бұрын үнсіз жүріп, бәріне көніп келетін әйел қазір өз ойын ашық айта алатын. Өзі жұмыс істейді, өзі ақша табады. Балаларын өзі жеткізетін жағдайға жетті. Өнер саласында биіктеп, елге танылып келе жатты. Асыл сырттай қуанып жүрсе де, ішінен өзін кінәлайтын. Мен оның 25 жылдық өмірінің ең ауыр жерінде пайда болдым. Осы ой оның мазасын алатын. Бір күні Үміт, Ханшайым келді ме? Деп сұрады. Жоқ апа, соңғы кезде сирек келетін болды. Асыл біраз ойланып, өйткені оның жұмысы көбейді. Үміт күрсінді. Өзім кінәлімін. Асыл оның жүзіне қарады. Неге? Мен оны өзімнен алыстаттым. Асыл үндемеді. Үміттің көзінен жас шықты. Ол менің қасында 25 жыл жүрді. Ал мен оның қадірін тірі кезінде ғана емес, кеткеннен кейін түсіндім. Асылдың жүрегі ауырды. Апа, оны шақырайық? Үміт. Өзі келмесе ше, мен шақырамын. Сол күні Асыл Ханшайымға телефон соқты. Сәлем Ханшайым. Сәлем. Қалайсың?
Жақсымын, өзіңіздер қалайсыздар? Асыл бірден. Үміт апаның жағдайы жақсырақ, бірақ сені сағынып жүр. Ханшайым үнсіз қалды. Асыл, демалыста ауылға келсеңші. Біраз уақыттан соң, жақсы, барамын. Рахмет. Ханшайымның дауысы салқын еді. Апаға қарайласуға барамын. Білемін. 2 күннен кейін Ханшайым ауылға келді. Көліктен түскен кезде Қайрат оны алдынан қарсы алды. Келдің бе қызым? Иә, әке. Апаң күтіп отыр. Ханшайым үйге кірді. Үміт оны көргенде көзінен жас ақты. Қызым. Ханшайым жақындап қолын ұстады. Қалайсыз? Сені көргенде жақсы болып қалдым. Ханшайым күлімсіреді. Дәрілеріңізді іштіңіз бе? Іштім. Асыл сырттан қарап тұрды. Ханшайымның Үмітке деген қарым-қатынасынан ешқандай өшпенділік байқалмайтын. Бірақ бұрынғыдай өзін толық арнаған Ханшайым да жоқ. Ол қамқорлық жасайды, бірақ өз шекарасын сақтайды. Кешке Асыл Ханшайымға: "Сенімен сөйлескім келеді." Жақсы. Екеуі аулаға шықты. Асыл біраз уақыт үнсіз тұрды. Ханшайым, мен сенен кешірім сұраймын. Ханшайым оған бұрылды. Неге? Бәрі үшін. Асыл. Жоқ, тыңдаш. Асылдың көзінен жас шықты. Мен сенің өмірінің қалай өткенін кейін түсіндім. Сен бұл үйге жас келін болып келдің. 25 жыл бойы бәріне қызмет еттің. Ал біз, даусы дірілдеді. Біз сенің адам екеніңді ұмытып кетіппіз. Ханшайым үнсіз тыңдады. Мен Дарханның сенің күйеуің екенін біле тұра, оның өміріне кірдім. Ханшайымның жүзі сәл қатайып кетті. Бұл жерде Дарханның да өз жауапкершілігі бар. Білемін. Асыл басын төмен түсірді. Мен оны ақтамаймын, бірақ өз қателігімді де ақтамаймын. Асыл көз жасын сүртті. Мен сенен кешірім сұраймын. Ханшайым біраз уақыт үндемеді. Сосын: "Мен саған кек сақтамаймын." Асылдың көзіне жас толды. "Шын ба?" "Иә." "Мені кешірдің бе?" Ханшайым керең тыныс алды. "Кешірдім." Асыл жылап жіберді. Бірақ Ханшайымның келесі сөзі оны тоқтатты. "Бірақ бұрынғыдай бола алмаймыз." Асыл басын изеді. "Мен оны түсінемін. Мен саған жамандық тілемеймін. Сенің балаларыңа да жамандық тілемеймін. Рахмет. Бірақ менің өмірім енді басқа." Асыл ақырын: "Білемін." Сол кезде үйдің ішінен Дарханның дауысы естілді. "Асыл!" Асыл артына қарады. Дархан аулаға шықты. Ханшайымды көріп тоқтап қалды. "Сен келдің де?" "Иә, апаға келдім." Дархан бір сәт үнсіз тұрды. "Ханшайым, мен..." "Кешір, Дархан." Ол сөзін сабырлы түрде бөлді. "Мен өткенді қайта талқылағым келмейді. Мен сені қайтару үшін айтып тұрған жоқпын. Мен де қайтқым келмейді." Дарханның көзі жасаурады. "Мен саған кек сақтамаймын. Рахмет. Бірақ сенің өміріңде менің орным жоқ екенін түсіндім." "Ханшайым, дұрыс түсіндім." Дархан басын төмен түсірді. Осы кезде Асылдың жүрегіне бір ауыр сезім келді. Ол Дарханды жақсы көретін, бірақ Ханшайымның жанында тұрған кезде өз махаббатының қаншалықты қымбатқа түскенін түсінетін. Сол себепті ол Дарханның қолынан ұстап: "Біз өткенді енді қайталамайық." Дархан оған қарады. "Қалай? Бір-бірімізді алдамайық." Дархан басын изеді. "Уәде." Келесі күні Ханшайым кетуге дайындалды. Үміт оны жібергісі келмеді. "Қызым, тағы бір күн қалшы." "Апа, ертең жұмысым бар." "Сенің жұмысың маңызды болып кетті ме?" Ханшайым күлімсіреді. "Иә." Үміт алғаш рет ренжімеді. "Онда бар." Ханшайым таңғалып қарады. "Сіз ренжімейсіз бе?" Үміт басын шайқады. "Жоқ." Ол Ханшайымның қолын ұстап: "Сен өз өміріңді сүруің керек." Ханшайымның көзіне жас келді. "Рахмет." "Үміт, маған анда-санда келіп тұрсаң болды." "Келемін." Ханшайым көлігіне отырған кезде Асыл сыртқа шықты. "Ханшайым." Ол терезені түсірді. "Асыл, саған бір нәрсе айтайын." "Айт." "Сенен кешірім сұрағаныммен мен сенің 25 жылыңды қайтара алмаймын." Ханшайым үнсіз тыңдады. "Сондықтан енді қалған өмірінде ешкім үшін құрбан етпе." Ханшайымның көзі жасаурады. "Сен де." Асыл басын изеді. "Мен де тырысамын." Ханшайым көлігін жүргізіп кетті. Асыл оның артынан ұзақ қарап тұрды. Ал бірнеше ай өткен соң, Ханшайымның өмірінде тағы бір үлкен өзгеріс болды. Ол өнер мектебінің директоры қызметіне ресми түрде тағайындалды. Балалары анасының жетістігіне мақтанды. Қайрат қызының алғашқы үлкен марапатын көріп: "Қызым, мен саған бір нәрсе айтайын." "Не?" "Сен 25 жылыңды жоғалтқан жоқсың." Ханшайым таңырқап қарады. "Қалай?" "Сен сол 25 жылда адамдарды түсінуді, сабыр етуді, қиындыққа шыдауды үйрендің." Қайрат күлімсіреді. "Енді сол тәжірибең сені биікке алып бара жатыр." Ханшайым әкесін құшақтады. Ал ауылда Асыл Үміттің жанында қалды. Ол әлі де қателесетін, кейде Үміттің ауыр сөздеріне ренжитін, кейде шаршайтын, бірақ кетпейтін. Өйткені ол енді бір нәрсені түсінген: Ханшайымның орнын басу керек емес.
Ол тек өз міндетін адал атқаруы керек. Ал Ханшайым болса, өткенге кек сақтамай, бірақ өткенге қайта оралмай, өз өмірін алға қарай алып бара жатты. Олардың арасында бұрынғыдай жақындық болмады, бірақ жаулық та қалмады. Кешірім болды, құрмет болды. Ал ең бастысы, әрқайсысы өз өмірінің жолын тапты. Арада бірнеше жыл өтті. Бұл жылдар ішінде бәрі өзгерді. Бірақ ең қатты өзгерген адам Ханшайым еді. Бір кездері өзгенің қабағына қарап өмір сүрген келін, енді өз тағдырын өзі басқаратын әйелге айналды. Өнер мектебінің директоры болып, талай баланың жолын ашты. Оның шәкірттері республикалық байқаулардан жүлде алып, үлкен сахналарға шықты. Балалары да ер жетіп, анасының еңбегін көріп өсті. Бір күні үлкен баласы: "Анашым, сіз бізге өмір бойы өз армандарынан бас тартпаңдар дейсіз, ал өзіңізше?" Ханшайым жымиып: "Мен өз арманымды кеш таптым." "Бірақ таптыңыз ғой." Ханшайым терезеге қарап: "Иә, сондықтан кеш деген болмайды екен." Үміттің де жағдайы бірде жақсы, бірде нашар болып тұрды. Асыл оның жанынан кетпеді. Басында Үміттің ауыр мінезіне шыдау қиын болды. Бірақ жылдар өте келе, екеуінің арасында шынайы ана мен қыздай қарым-қатынас қалыптасты. Бір күні Үміт: "Асыл, иә апа, мен сенен бір нәрсе сұрайын." "Сұраңыз." "Ханшайымға ренжімейсің бе?" Асыл күлімсіреді: "Жоқ." "Неге?" "Өйткені ол ешкімге жамандық жасаған жоқ." Үміт көзін төмен түсірді: "Мен оны қатты ренжіттім." Асыл: "Иә." Үміт күрсінді: "Сонда да ол мені тастамады. Өйткені оның жүрегі үлкен." Үміттің көзіне жас келді: "Мен сондай келінді бағалай алмадым." Қайрат болса, Ханшайымның әр жетістігін мақтанышпен айтып жүрді. Бір күні ол ауылдағы таныстарына: "Менің қызым өнер мектебінің директоры" деді. Олар: "Қызыңыз ба?" Қайрат жымиып: "Қызымдай болып кеткен келінім" деп жауап берді. Дархан да өзгерді. Ол Асылмен бірге өмірін жалғастырды, бірақ өткенде ешқашан ұмытпады. Кейде ол Ханшайымды алыстан көріп қалатын. Оның жанында балалары, жанында шәкірттері, жанында өз әлемі. Дархан оған жақындамайтын. Өйткені ол енді Ханшайымның тыныштығын бұзуға қақысы жоқ екенін түсінетін. Бір күні Асыл: "Ханшайымды әлі де ойлайсың ба?" Дархан біраз үнсіз отырды. "Кейде." "Сағынасың ба?" "Оның өзін емес." Асыл оған қарады. "Онда нені?" Дархан терезеге қарап: "Мен жоғалтқан 25 жылды." Асыл үндемеді, сосын оның қолын ұстап: "Өткенді қайтара алмайсың." "Білемін, бірақ қалған өміріңді дұрыс өткізе аласың." Дархан басын изеді: "Соған тырысамын." Бір күні Ханшайым ауылға Үміттің жағдайын білуге келді. Бұл жолы ол есіктен кіргенде ешкімнің қабағына қарамады. Үміт оны көріп: "Келдің бе, директор ханым?" Ханшайым күліп: "Келдім апа." Асыл шай қойды. Үшеуі бірге отырды. Бір кезде Үміт: "Ханшайым?" "Иә, мен сенен кешірім сұрағанмын ба?" Ханшайым оның қолын ұстап: "Сіз баяғыда сұрадыңыз, бірақ жүрегім тынышталмайды." Ханшайым жымиып: "Мен сізді кешірдім." Үміт: "Шын ба?" "Шын." Үміт көз жасын сүртті: "Сен бақыттысың ба?" Ханшайым біраз ойланып: "Иә." Үміт: "Ең маңыздысы сол." Ханшайым үйден шығарда Асыл оны құшақтады. Бұл олардың өміріндегі алғашқы шынайы құшақ еді. "Аман бол" деді Асыл. "Сен де." "Кейде келіп тұр." Ханшайым жымиып: "Келем." Екеуі бір-біріне қарады. Асыл енді Ханшайымға қарсылас ретінде қарамайтын. Ханшайым да Асылды өткенінің жауы ретінде көрмейтін. Олардың арасында бір ғана нәрсе қалған еді: түсіністік. Ханшайым көлігіне отырып ауылдан ұзай берді. Артта айнадан үйге соңғы рет қарады. Осы үйде оның 25 жылы қалған. Бірақ енді ол сол жылдарға өкінішпен емес, сабырмен қарайтын. Өйткені сол қиындықтар оны бүгінгі адамға айналдырған. Ол телефоннан балаларының хабарламасын көрді. "Анашым, қашан келесіз? Сізді күтіп отырмыз." Ханшайым күлімсіреді: "Қазір бара жатырмын." Көлік қалаға қарай бет алды, ал алда оны жаңа өмірі күтіп тұрды. 25 жыл бойы Ханшайым біреудің келіні болды, біреудің әйелі болды, біреудің балаларының анасы болды. Бірақ бір күні ол өзіне "Ал мен кіммін?" деген сұрақ қойды. Сол сұрақ оның бүкіл өмірін өзгертті. Ол ешкімнен кек алмады, ешкімді жамандамай, ешкімнің өмірін бұзбай өз жолын таңдады. Кешірді, бірақ қайта оралмады. Өткенін қабылдады, бірақ өткеннің ішінде өмір сүрмеді. Жоғалтқан жылдарының орнын ешкім толтыра алмады, бірақ қалған өмірін өзі үшін өмір сүруге шешім қабылдады. Ал ең үлкен жеңісі, ол бақытты болу үшін біреудің рұқсатын қажет етпейтінін түсінді. Ханшайым көкжиекке қарап баяу жымиды. Кейде адамның ең бақытты шағы 25 жылдан кейін басталады. Тек өзіңді жоғалтып алмау керек.